Құрметті көрермендер, достар, ағалар, әпкелер, бауырлар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз түрік әлемінің әдебиеті. Жалпы негізінде түрік әлемінің бейотар әдебиеті жайлы дискурс болу керек болған, бірақ түрік әлемінің әдебиеті жайлы дискурс деп толық кең ауқымда сөйлескіміз келді. Өйткені колониал кезеңде де түрік әлемдерінің әдебиеті дамыды, қалыптасты деген секілді. Жалпы бұл дискурс, бұл кездесу қалай пайда болды, сол туралы айта кетсек болады. Осындай алаң бізге ұсынып отырған өзгепик кеңістігіне, өнер кеңістігіне ерекше алғыс білдіреміз. Және осы кезеңде жүріп жатқан Файзулланың жаңағы лекциясының аясында осындай бір кездесу ұйымдастырсақ деп өзгепиктің жаңағы администраторлардың, ұйымдастырушыларының ұсынысымен осыны ұйымдастырып жатырмыз. Сонымен бірге өзімізді таныстыра өтейік. Менің есімім Тілек Рысбек. Осы кештің жүргізушісі, модераторымын. Қонағымыз Ерғанат мырза, әдебиет танушы, бүгінгі қонағымыз. Және бүгінгі кештің бас кейіпкері Файзулла Төлтай. Файзулладан бүгін жалпы түрік әдебиеті туралы, түрік әлемінің әдебиеті туралы, оның даму барысы, оның аяқ алысы туралы, амбициясы туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы түрік әдебиеті деген, түрік әлемінің әдебиеті дегенде енді өзім шыңжаңдық болғаннан кейін әрине Шығыс Түркістандағы немесе Шыңжаңдағы әдебиет туралы айтпасқа болмайды. Биыл Қажы Құмар Шабданның 100 жылдық мерейтойы өтіп жатыр. Ұзақ уақыт ғұмыры түрмеде өткен қылмыс романының авторы. Сонымен қатар Шыңжаңда өте үлкен деңгейдегі әдеби орта бар. Ол жерде де ақын жазушылар, Омарғазы Айтан, Мағаз Раздан, Қажы Құмар Шабдан, сол қатар Таңжарық, Жолдулы, одан кейінгі қазіргі кезеңде де шығармашылығын жалғастырып келе жатқан қазіргі оның жаңағы Ерлан Нұрдыхан, Өркен Салубай қатарлы, немесе осы Қазақтан көшіп келіп әдебиет жасап жүрген кісілерде баршылық. Енді қазіргі Шыңжаңдағы қазақ әдебиетінің даму бағыты ерекше. Ол жаңағы ақ өлеңдер дейді. Кімнен басталған? Омарғазы Айтаннан басталған. Омарғазы Айтанның кітаптары қазақ тіліне Қазақстанда жарық көрді. Жаңағы Құстар қайғысы деген кітабы, оған дейін Жәләу сонысындағы Жасыл іздер поэмасы, Тырналар, Таразы деген үлкен кітаптары бар. Енді мен бұл жерде қазақ әдебиетінен бөлек ұйғыр әдебиетінде ерекше атап өткім келеді. Өйткені ұйғыр әдебиеті де өте ықпалды, өте жақсы дамыған. Баяғыда біз сайттар өзінің дәурені жүріп тұрған кезде Шыңжаңда Сен Қазақ, Күлтөгін деген секілді сайттар, әлеуметтік желілердегі текшелер, Вичат әлеуметтік желілердегі әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Тіпті кейде әлеуметтік желілердегі текшелердің қаралым саны республикалық деңгейдегі біздің әдебиет порталы, мәдениет порталының несінен қаралым санынан 10 есе, 20 есе жаңағы асып кетіп отырады. Оның белгісі жаңағы о жақта әдебиеттің жақсы оқылатынының бір белгісі ретінде қарастыруға болады. Сонымен қатар енді Қытайда мәдениет төңкерісі кезеңінде өте бір үлкен әдеби буын қалыптасты. Соның ішінде Бейдау, Лян-Лян, Гушың деген сияқты Қытай ақындары тұманды поэзияның, күңгірт поэзияның тұманды ақындары дейді. Әлемдік деңгейде Нобель сыйлығына ұсынылды Бейдау деген ақын. Сол сияқты Хайзы деген ақындар болды. Сонымен қатар дәл солай тұманды ақындар күңгірт поэзия, ұйғыр поэзиясында да қалыптасты. Оның ішінде Ахметжан Осман, Әділ Тунияз қазір Шыңжаң түрмесінде белгісіз жағдайда өмір сүріп жатқан. Сонымен қатар Америкада өмір сүріп жатқан Тахир Халмут, сол секілді ақындар бар. Оның өлеңдері біз Төлеген Мелат қазақ тіліне аударып, біз Артком платформада жариялаған болатынбыз сайтында. Сонымен қатар енді бұл Шыңжаңдағы әдебиет енді өте үлкен мәдени мұра. Енді біз Шыңжаңға тек қана тарих бір трагедия ретінде ғана емес, үлкен мәдени мұра ретінде де қарауымыз керек. Сол бағытта осындай әңгіме өрбітейік. Жалпы түркі әлемінің әдебиеті қалай болып жатыр деп осы әңгімені жалғастырып отырмыз. Енді осы жерде осы жолда енді одан бөлек өзбек әдебиеті бар, қырғыз әдебиеті бар. Олға қатары бар жаңағы конференцияларға қатысып жүрген Файзулла оны жақсы біледі. Сонымен қатар жаңағы Мұхаммед Салихтың диссидент ақын, өзбектің диссидент ақыны
қазақ тілін Түркияда жүріп қазақ тіліне аударып осы Жанбол атындағы кітапханада міне қарсымыздағы тұсаукесерін өткізген болатын. Сонымен қатар Түркиядағы модернистік ақындар, модернистік үлгіде жазатын жазушылар, мәселенки жаңағы Орхан Памукты білеміз, Нобель әдебиет сыйлығын алған. Міне Стефен Уорлдтың баспасынан шыққан Ливанелидің кітабы жарыққа шығып жатыр, түрік жазушысы. Сол қатарлы көптеген авторлар да қазақ тіліне аударылып жатыр. Сонымен қатар шетел әдебиеті деген журнал болды. Кеңес Юсупов негізін қалаған, кейін Думадан Рамазан жүргізді. Сол жерде де жаңағы әртүрлі әлем әдебиетін аударды. Соның ішінде жаңағы түркі болмаса да моңғол әдебиеті, қырғыз әдебиеті, өзбек әдебиеті, түркімен әдебиеті деген сияқты арнайы журналдарға бөліп сондай әдебиетті таныстырған болатынбыз. Содан біраз хабарымыз бар деген секілді. Енді Файзолла, өзің жалпы Түркияда оқыдың, Түркияда жүрдің, онсыз да көп бізге жалпы түркі әдебиетінің қазіргі даму кезеңін, қалыптасу кезеңін өзің жақсы білесің. Сол туралы өзің айтасың, қалай таныстың түркі әдебиетіндегі қазіргі хал жайы қалай, жалпы қазір деколониал дискурста, бейотар дискурстағы әдебиеттің реакциясы қалай болып жатыр осы дискурстағы философиялық өмірде, сол туралы атап өтсең. Ой, рахмет үлкен сөз бергенге. Түркия әдебиеті. Түркі әлемінің әдебиеті, негізі сен Түркияны ең жақсы білесің. Түркия ма? Мынау кім бар? Осы постколониализм тақырыбында жазған Роберт Янг дейтін үлкен бір ғалым бар. Соның жаңағы постколониализм тарихи кіріспе дейтін үлкен кітабында түрік тілі аудармасы үшін не істейді? Жеке бір алғы сөз жазады. Сол уақытта айтады, мынау әлемде ешқандай елге отар болмай, ешқандай елді отарламай, бірақ отарлыққа қарсы соғысқан жалғыз ғана мемлекет ол Түркия дейді. Себебі жаңа Осман империясы құлағаннан кейін олар расында отаршыл жаңағы Британия, сол сияқты жаңа Франция сияқты үлкен алпауыт елдерге қарсы тәуелсіздік үшін күрескен мемлекет. Және оның арғы жағында біз білеміз, жаңа Кипрдің әлі күнге дейін, мысалы Қазақстан да оның ішінде тәуелсіздігін мойындамайды. Жалпы әлем бойынша ешқандай ел олардың тәуелсіздігін мойындамайды, тек оның бір бөлігі, Грекия бөлігін ғана осы жыл шатаспасам Қазақстандар мойындап, оның Түркия бөлігін мойындаған жоқ. Ол жақта да жеке бөлек Кипр түрк мемлекеті бар. Ол елде бертінге дейін 70 жылдарға дейін тіпті Британияның тікелей колониясында болған мемлекет. Ол жақта да оғыз лекчесі деп айтамыз, яғни оғыз тілдерінде сөйлейтін біз бен сіз сияқты ұсқан мемлекеттер де бар. Бірақ оны көбіне көп әлемдік дискурста біз Түркияның ішінде қарастырады, европалық стандарттарда яғни. Ал енді дәл осы дискурста жаңағы айтқанымда ешқашан отарланбаған, бірақ отарлыққа қарсы соғысқан мемлекет болғанына қарамастан, оларда да отарлыққа қарсы әдебиет бар. Яғни антиколониалды әдебиет қалыптасқан. Бұл әдебиет қашан қалыптасты десеңіздер, әуел баста сол жаңағы Осман империясының ең соңғы кезеңдерінде пайда болған үлкен бір экзистенциалды бір тығырықтың ішінде ендігәрі жаңағы біз қандай бағытта боламыз дейтін бағытта. Себебі Осман империясы уақытында ешқандай ұлттық түсінік болмаған, барлығы тек Османлы дейтін бір үлкен бір концепттің аясында өмір сүргеннен кейін, одан кейін ұлттану процестері кезінде біз қай бағытта дамимыз, қай бағытта өрбейміз, енді батысшыл боламыз ба, шығысшыл боламыз ба деп бертінге дейін тіпті Ататүріктен бастап республика құрылып 100 жыл, қанша жыл болды? 103 жыл болды ма? Соның жоқ дейтінде басым көпшілігі 100 жылға жуық уақыт бойы олардың беті, жаңағы идеологиясы, олардың әдебиетінің барлығы батысқа қарады. Бірақ батысқа қарағанда қарамастан батыс әдебиеті, әлде батыс идеологиясы, бағана айтқандай батыс метафизикасы Түркияны ешқашан өздеріне қабылдамаған. Бірақ жаңағыдай даму тенденциясы батыста болғаннан кейінгі барлық индивидуалды авторлардың барлығы да батысқа бой бұра бастайды. Бірақ ортада жаңағыдай батыстың колониалды бір көзқарастарына қарсы Түркия республикасы құрылғаннан кейін екінші жаңашылдар дейтін бір топ бар. Жалпы Түркия әдебиетінде өте үлкен маған ұнайтын классификацияны жақсы жасалған. Мына кезеңнің авторлары мынандай, олардың жаңашылдықтары мынандай дейтін сияқты. Әрине екінші жаңашылға дейін де бірінші жаңашыл әдебиетті бізде коммунизммен өте қатты танымал болған Орхан Уәли, Жевдет Андай, Назым Хикметтің мектебіне, эколінен шыққан адамдарды жалпы Орта Азия өте жақсы таниды. Бұлар біз бірінші жаңашылдар деп атайды.
орталық Азия кешіріңіз, жаңағы Орхан Вәли бастаған ғаріпшілдер, бірінші жаңашылар өте жақсы таниды. Олар сол уақытта бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі соғыс балалары деп айтады өздері. Біздегі Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов, Тұманбай Молдағалиев сынды кісілердің замандастары. Бірақ жаңағыдай эстетикалық деңгейде антиколониалды әдебиет қалыптастырған екінші жаңашылдар болып есептелінеді. Екінші жаңашылдар олар Түркия әдебиетіндегі постмодернизмнің негізін қалаған 7 автор. Яғни 7 ақын. Олардың басында Джемаль Сүрия дейтін кісіміз бар, Эдип Жансебер, жаңағы кім бар еді? Эдип Жансеберді айттым, Тамирис Уяр, Тургут Уярдың әйелі, Тургут Уярдың өзі бар дейтін сияқты кісілер 7 автор. Дәл осы Түркия әдебиетінің постмодернизмнің негізін қалайды, және осылар 7 түрлі векторда, 7 түрлі бағытта антиколониалды дүниелер жазады. Оның бірі осы 7 ақынның ішінде ең соңғысы болып қайтыс болып кеткен біздегі қазақтан Сұраған Рахметұлы дейтін ақын бар. Сол кісі барып танысқан, көзін көрген үлкен Сезай Каракоч дейтін ақын бар. Жалпы Түркиямен қатысы бар адамдар болатын болса, Бейаз гүлдер, ақ гүлдер, сияқ гүлдер дейтін өлеңін жатқа біледі деген ойдам, өте танымал өлең. Вот сол кісінің жалпы кімге қарсы, батысқа қарсы, батыс идеологиясына қарсы прям эстетикалық деңгейде не істейді, өзінің антиколониалды көзқарасын білдірген. Бұл эстетикалық деңгейде. Енді дәл сол Сезай Каракочтың өз идеологиясы өте бір күшті дүние. Біз бұны жаңа Стамбул әкімшілігімен бірге 2024 жылы үлкен монографиясын жазған болатынбыз. Сол уақытта Сезай Каракочтың күшті бір несі бар, идеясы бар. Ол бүйтіп айтады. Жалпы батыс әлемі кейіннен бұл расында мен кей зерттеулерімде бұны нақты сондай екен өзімде көзім жетті, сол кісімен пікірлеспін. Бүйтеді. Батыс әдебиеті, жалпы батыс көзқарасының барлығы Рим империясының, яғни римдік түсініктің айналасында құрылған дейді. Кімде-кім Рим империясын басқаратын болса, сол әлемді басқарады дейтін түсінік. Яғни бірінші Рим империясы бар, одан кейін екінші Рим империясы бар. Екінші Рим империясына жаңағы Стамбулдың алынуы, жаңа Константинопольдің, жаңа Фатих Сұлтан Мехмет ханның мен Румның да шығыстың да патшасымын деп айтатындығы да тегінен емес, себебі Рим империясының, шығыс Рим империясының патшасы ендігәрі менмін, яғни әлемде мен билеймін дейтін түсінік. Одан кейінгі үшінші Рим империялық бір түсінік бар, ол Мәскеу орталықта. Біріншісі Рим, екіншісі Константинополь, үшіншісі Мәскеу орталықта римдік түсінік бар. Бұл да біздің орталық Азияны жаулаудағы ең бірінші ықпал еткен дүниелер. Сезай Каракочтың түсінігі бойынша осы кімде-кім Рим империясын басқаратын болса, колониалды дәстүрді сол жалғастырып кетеді деп қазіргі жаңағы өзінің эстетикалық поэзиясында Американы, батысты сынайды. Және сонымен қатар Джемаль Сүрия дейтін кісі бар. Ол Африкадағы отарлық дүниені өзінің поэзиясында өте көркем деңгейде суреттеген авторлардың бірі. Және осы тізбекпен кете береді деп айталым. Рахмет, Файзолла. Жалпы қазіргі түрк әдебиетінің аяқ алысы қалай, бағыты? Бұл өте бір қызық сұрақ негізі, себебі нақты бір шешім шығара алмаймыз, бірақ қазіргі таңдағы Түркия әдебиетінде Қазақстан әдебиетімен салыстырған уақытта аяқ алысы өте төмен. Себебі жаңағы мен айтып отқан екінші жаңашылдар деп айтқан авторлар потолокты қойып тастаған. Одан кейінгі шыққан авторлар әрине бар, жоқ емес. Али Лидар дейтін кісі бар, Исмет Өзел дейтін өте оқылымы көп авторлар бар. Бірақ барлығы да екінші жаңашылдардың айналасында қалып кетеді, көлеңкесінде қалып кетеді деп айтады. Сонда қазіргі Түркия танушылары, Түркия әдебиетінің зерттеушілерінің барлығы, бұл жақта болсын, ар жақта болсын, үнемі Түркия поэзиясы қазіргі таңда өзінің динамикасын жоғалтып алғандығы, олар тіпті андай дүние айтады. Орхан Вәли өлген уақытта Орхан Вәлиге ұқсап жазғандар өте көп болды. Себебі Орхан Вәли ұйқассыз, мағынасыз, жаңағы халықтың тілінде жазған автор. Жаңағы Орхан Вәли өлгеннен кейін Орхан Вәли сияқты жазылатын авторлар өте көп болып кетті. Қайсының Орхан Вәли тиесілі, қайсы тиесілі емес екенін ешкім білмейтін еді деп. Дәл сол сияқты, дәл осы тенденциямен екінші жаңашылдар эстетиканы көтереді, бірақ дәл қазіргі таңда ол жақтағы әдебиет, оның ішінде поэзия өте өзінің лайықты бір динамикасына ие емес. Бірақ бұған қарамастан оның прозасы күннен күнге жақсы дамып келе жатыр деп айта аламыз. Біз білетін Орхан Памук Нобель сыйлығын алған.
кешіріңіздер. Бірақ дәл сонымен бірге, дәл сонымен деңгейлес авторлар өте көп. Мысалы Хасанали Топташ дейтін өте күшті автор бар. Жаңағы Нурибейла Джейлан бар ғой. Соның суреттері, фотосуреттері тек қана жаңағы Хасанали Топташтың кітабының мұқабасында ғана қойылады. Түркі әдебиетінде басқа ешкімнің мұқабасында қойылмайды. Дәл сондай өте үлкен неге бір оқырманға ие авторлардың бірі. Бірақ біз білетініміз сол жаңағы Орхан Памуктың айналасында ғана деп айта аламын. Рахмет. Дәл осы жағдайда енді көршілес елдердің әдебиетіне тоқталсақ, өзбек әдебиеті, қырғыз әдебиеті жекелейді. Тоқталмай, мүмкін жекелей тоқталғанда дұрыс шығар, сол өзбек әдебиеті туралы. Сен жақында Өзбекстанға барып қайттың конференцияға. Жалпы оған дейін де Мұхаммед Салихты аудардың. Жалпы қазіргі өзбек әдебиетінің аяғы қалай, жаңағы олардың әдеби нарығы қалай қалыптасып жатыр? Қазақстанмен айырмашылығы бар деп есептейсің бе? Айырмашылығы бар ма дейтінде, біз көп айтатын жаңағы не бар ғой, ұлттық аллегория. Дәл сол сияқты постсовет елдерінің барлығына дерлік ұлттық аллегория бір ұғымы, көзқарасы басым. Себебі қандай Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, Қазақстан болсын, қандай автор өлең жазатын болса, әлде роман жазатын болса, олар өзінің атынан емес, автоматты түрде халықтың атынан жазатын болады. Себебі біздің әдебиетте индивидуализм дейтін дүние жоқ. Ол бұрында да болмаған, және бұдан кейін де болады деген өте күмәнмен қараймыз. Себебі біздің даму тенденциямыз солай болған. Ал енді өзбек әдебиетіне келетін болсақ, мысалы, қандай жағдай болмасын, өнер тікелей саясатқа, сол елдің билігінің идеологиясына тікелей әсер ететін дүние. Мысалы, қазіргі Мирзаевтың ұстанып отырған саясатында да осы дүние өте көп байқалады. Мысалы, соңғы рет Ташкентке барған уақытта ананы көп байқадым. Бізде 3-ші Ренессанс дәуірі басталды дейтін өте үлкен пропаганда жүріп жатыр. Және осы пропаганда бірінші Ренессанс үшін Әмір Темір, екіншісі Жәдетшілдер, үшіншісі мен жасап отырмын дейді. Яғни Мирзаевтың дәуірі кезеңі жасап отыр деп, бұны үлкен бір пропаганда жүргізіп отыр. Және осы пропаганданың негізінде Әмір Темірді қайтадан зерттеу, Әмір Темірдің кезеңін қайтадан зерттеу, Әмір Темірге қайтадан эстетикалық баға беру. Жәдетшілдер, мысалы біз басмашылдар деп айтатын, бізде Қазақстанда әлі күнге дейін бұлар нақты бір бағасын алмаған, себебі біз алашшылдар, жәдетшілер деген уақытта үнемі гомогенді қараймыз бұл дүниелерге. Ешқандай олар жаңағы бізде алашшылар дейтін как будто бейне бір ғана идеяның төңірегінде ғана болғандай болып көреміз ғой. Бірақ оның ішінде пікір алуандылығы өте көп. Және әрқайсысын жеке индивидуалды гетерогенді қарайтын болсақ, бізде бәлкім көкжиек басқа шашылатын беді. Вот осыны Өзбекстан өте жақсы жасап отыр деген ойдамын. Себебі жәдетшілер деген уақытта олар жаңа Абдурахман Чорбан болсын, және оның айналасындағы кісілер болсын, бәрін жеке-жеке зерттеуге, жеке-жеке бір назар аударуға құмар. Және осымен қоса олардың расында бәлкім бізбен салыстырғанда бір экономикалық деңгейі салыстыруға келмейтін шығар. Бірақ оларда андай бір не бар, бір не жоқ, қарның аш кезде жазған өлеңнен нанның иісі қатты шығады дейді ғой. Дәл сол сияқты олардың поэзиясында, әлде әдебиетінде де бір ұлттану, ұлттану деп айтпаймыз, ондай бір бар болуға дейтін талпынысы қатты байқауға болады. Себебі қалай десек те модерн әдебиетте бізде жаңағы өте түркі халықтарының ішіндегі парсының, арабтың ықпалы болған бірден. Сол Мәуереннахрдың төңірегі, Хорасан, Хиуа дейтін қазір Өзбекстан территориясы. Сол себепті олардың тілі расында парсы тіліне өте ұқсас, динамикасы да дәл сондай. Сол себепті поэзиясы да, өнері де өте көркем деңгейде дамып жатыр. Оның бірі мынандай бір қызық дүние бар. Ол жақта жаңағы не бар ғой, бұрынғы хандықтардың орны ғой, жаңағы Хиуасы, Хорасаны, Бұхарасы дейтін сияқты дүние. Және дәл сол әр өңірдің өзіндік бір эколі, яғни мектебі әлі күнге жалғасып келе жатыр. Мысалы, қарапайым ғана өзбек әдебиеті деген уақытта біз Ферғана мектебін, өзбекстандық әдебиетті зерттейтін адамдардың барлығы өте үлкен көлемде қарайтын болады. Себебі Ферғана әдебиеті, Ферғана поэзиясы дейтін бір орыс тілінде дамыған өзбек ұлтының әдебиеті әлемдік деңгейде. Жаңа оның ішінде 2023 жылы жалпы Түркістан осы орталық Азиядан жалғыз фаворит, жалғыз шорт-листке ілінген Хамид Исмаилов
дәл осы ферғана әдебиетінің өкілі болып есептелінеді. Орыс тіліне жазатын және Сабит Мадалиев дейтін кісі бар, Шамшат Абдуллаев дейтін кісілер бар. Бұлардың барлығы қазіргі таңда бәлкім соңғы жылдар бізде саябырсып қалған шығар, бірақ есімізде біз ең алғашында еркін өлең жазып жүрген уақытта өте үлкен дискурс болатын. Дәл сол дискурстардың барлығын олар 60, 70, 80 жылдары бастан өткеріп қойған. Яғни осы бір динамикамен қарайтын болсақ, олардың қазіргі әдебиеті және осыған дейінгі дәстүрлі әдебиеттері өте көркем деңгейде дамып келе жатыр деп айта аламын. Енді жалпы қырғыз әдебиеті деп айтқан кезде бірден есімізге түсетіні Таласов Шыңғыс Айтматов қой. Одан кейінгі білетініміз осы көп жағы көзге түсіп жүргені Сұлтан Нұрғаев. Жаңағы Түрксойды басқарып отыр ол кісі, сонымен қатар аға буын әдебиет өкілдерінің ішінде өте көп аты аталатын кісі. Жалпы проза жағынан енді кімнің Шыңғыс Айтматовтың соншалықты биік деңгейге көтерілуі, әлемдік әдебиет деңгейіне жаңағы көтерілуі бұл орыс тілінде жазғандығынан деп пікір білдіреді. Жаңа сен өзінің Абдуллаевты айтып қалдың, өзбек әдебиетінің ферғана әдебиеті деп айтып қалдың деген сияқты. Қазақ әдебиетінде дәл солай өте үлкен деңгейде әдебиетте үлкен бір харизма ие болған Олжас Сүлеймен. Ол да енді орыс тілінде жазған адам және шығармашылығы енді қазақ тіліне өзіміздің Қадыр Мырзалиев аударды деген секілді. Жалпы бұл өзбек тілінде жазу немесе түрік тілінде жазу немесе Қытай тілінде жазу бұл сондай отарланған елдің әдебиетшілері үшін үлкен бір трамплин деп есептеуге бола ма? Мәселен Африкада да француз тілінде жазып, немесе мысалға жақында Нобель әдебиет сыйлығын алған Абдулразак Гурна бар, мысалға ағылшын тілінде жазады. Сол секілді Ачебенің несін тағы да Степенборг баспасы қазақ тіліне аударды, рахмет айтамыз. Ол да ағылшын тілінде жазады деген секілді. Жалпы отарлаушы елдің тілінде жазу әдебиет үшін үлкен трамплин бе, әлде бұл артықшылық деп қарау керек пе, әлде кемшілік деп қарау керек пе? Бұған қалай баға беруге болады менің ойымша? Жаңа ферғана әдебиетіне де қатысты. Мынандай дүние, бұл заңды құбылыс. Бірінші, себебі расында отарлаушы елдердің барлығы, ол Үндістан болсын, Африка болсын, әлде Орталық Азия болсын, ең бірінші тілді отарлайды. Яғни тіл жойылған уақытта ол елдің бүкіл қазына байлығы, идеологиясы, менталитеті барлығы тілдің төңірегінде. Ал яғни тіл жоқ болатын болса, бірінші тіл, қалған дүниені отарлау өте оңай дейтін дүние. Сол себепті біздегі әлде басқа үшінші әлем елдеріндегі отарлау кезіндегі осындай гегемонияға ие болу, француз тілінің, әлде британ ағылшын тілінің, әлде орыс тілдерінің дейтін сияқты, португал тілдерінің Латын Америкадағы, бұл өте заңды құбылыс. Себебі біз одан қашып құтыла алмаймыз. Және ол болу керек. Себебі отарланған адам, ол өмір сүретін адам. Ол қанша жерден жаңағы Ханна Аренд, Карл Маркстың айтады ғой, animal lovers, жұмыс істейтін жануар. Ол бізде қанша жерден жұмыс істейтін жануар болғанымен де, ол орыс тілді болғанымен де, ол бірдеңе сезінетін адам. Біз оны сен отарланған екенсің деп көзден тасағып шығарып жібере алмаймыз. Демек, біздің әдебиеттің дәл мұнда бірнеше тілде, гетерогенді деп айтты ғой, көптеген векторда дамуы, отардан шыққан мемлекет үшін бәрінде заңды құбылыс. Өзің айтпақшы, Чинуа Ачебенің африкалық болғанына қарамастан отарлаушы тілде жазғаны, Салман Рушди бар, Үндістан болғанына қарамастан ағылшын тілінде жазады, Абдулразак Гурна бар, Фанонның өзі сондай. Және бұл жерде тағы бір қызық бір дүние бар. Мысалы, бағана лекцияда біз айтылды, Эдвард Сайд, осыдан келе жатырмыз міне. Жаңағы не дедік қой біз, алғаш лекцияда постструктурализм жайлы кішкене сөз болды ғой. Сол уақытта мысалы Алжирде дүниеге келген Жак Дерида өзі Алжирде араб несінде, махаллия дейді ғой, араб районында дүниеге келген өзі еврей, Алжирде дүниеге келеді, бірақ француз тілінде жазып, француз философиясының мектебінің өкілі болып есептелінеді. Дәл сол сияқты мысалы оның алдында Франц Кафка, өзі яхуди, өзі еврей, Чехияда тұрады, бірақ неміс тілінде жазады дейтін сияқты дүние. Бұл шынымен де біз сияқты отарланған кіші халықтардың барлығындағы дамуы керек және болуы керек дүниелер. Біз одан әрине бәлкім мазасыздық тудыратын шығар бізге. Шынымен де ұлтым, елім, қазағым деп айтып отқан уақытта оның орыс тілде сөйлегені біз үшін тарихи травмамызды оятатын шығар. Бірақ ол қандай жағдай болмасын, бірінші қазақ әлде өзіміздің туғанымыз, және оны ешқашан көзге ысырып жібере алмаймыз.
бірақ сол себепті ол жаңа жақсы болсын жаман болсын біздің бір өткеніміздің бір көрінісі. Ал енді бұл трамплин ба десек, мен иә деп айтатын едім. Себебі жаңағы бізде не бар, осы постколониалды дискурстың пайда болуының өзі Сайт келген уақытта Батыс академиясының мақұлдағанына байланысты. Жаңа өзің айтпақшы Эдвард Сайт, егер Эдвард Сайт өзінің ориентализмін отарлаушы тілде жазбаған болса, ол палестиналық бір жай ғана қатардағы зерттеуші болатын еді. Дәл сол секілді қызық бір ақпарат, мысалы Спивак дейтін, Гаятри Спивак дейтін өте бір күшті кісі бар, жаңа субалтерді сөйлей ала ма дейтін кітап. Оның өзі үндістандық, бірақ отарлаушы ағылшын тілінде сөйлейді, бірақ қызығы жасы 20-дан енді асқан шағында, 21 жасында ешқашан француз тілін білмей, француз лұғатын түсінбей, тек қана сөздіктен Жак Дерриданың грамматологиясын аударады. Өзі үндістандық, ағылшын тіліне французшадан грамматологияны аударады. Енді ортада пәленбай жыл өтті, әлі күнге дейін француз тілінен ең сұлу аударылған аударма ретінде грамматологияны Спивактың аудармасы деп атайды. Енді бұл Үндістан әдебиетіне қосқан үлес пе, әлде ағылшын әдебиетіне қосқан үлес пе дейді сұрақ туындайды. Сайт келген уақытта бұны қай ел мойындайды? Демек, постколониализмнің жалпы осындай дискурсты қалыптастырған кез келген мемлекеттердің еркіндігі Батыс академиясының саған созып берген жібінің метріне байланысты. Себебі жаңағы Эдвард Сайт егер Батыс академиясын мойындамайтын болса, ол болмайтын еді. Дәл сол секілді Спивак, әлде жаңағы субалтердің мектебі, жаңағы Стаде субалтердің дейтін дүние ішінде жаңағы кім бар? Кім еді? Чакрабортилар бар. Олардың барлығы да Сайт келгені осы жаңағы ненің Батыс академиясында және Батыс отарлаушы тілде жазылған бір ғылыми еңбектер. Енді Вивек дейтін кісі бар. Дәл осы постколониализмдегі отарлаушы тілдердің деңгейі және олардың бір динамикасы туралы сөз қозғаған уақытта мынаны айтады. Олар қанша жерден өздерінің жаңағы үнін, өздерінің ішкі қарсылығын білдіргеніне қарамастан, олар қалай десек те кітаптарының барлығын батыстан басады дейді. Егер ол кітап батыста басылмайтын болса, ол батыс сыртындағы жай ғана бір көптеген не дейміз андай көп нүктелі модерннің бір көрінісі ғана болып қалады дейді. Себебі анау не бар ғой, мысалы француз өндіріс революция деп айтамыз, өндіріс революцияға дейін Хаитида революция болған. Ол революцияны біз сол уақытта ұлттық бір концепттің аясында талдауға болады. Бірақ ол батыс сыртында болғаннан кейін біз үнемі батыстың ішіндегі революцияны алдыға орынға қоямыз деп. Сол сияқты отарлаушы тілде жазған жаңағы Шыңғыс Айтматов дедік, біз Олжас Сүлейменов, Тимур Полатов бар, Абдуллаев, Сабит Мадалиев өте бір қызық кісі. Өзі tasаввуфшы, яғни діни өлеңдер жазатын, сақалды, тақия киген, бірақ орысша өлең жазатын адам. Яғни православтың тілінде tasаввуфты эстетикаға айналдырады бүйтіп қарасақ. Қытайша жазып жүрген авторлар көп шалқымалар. Иә. Демек, бұл бәлкім қай әдебиетке тиесілі, бұл бәлкім үлкен бір дискурс талдауға болады. Бірақ Сайт келген уақытта ол этникалық қай ұлтқа жатады, сол ұлттың әдебиетін жазып, дамытып жүр деп айтуға болатын шығар. Дұрыс айтасың. Негізінде қазір біз Эдвард Сайттардың заманын айтатын болсақ, енді Эдвард Сайттың өзі осы күнде батыс әдеби мектебі әулие тұтатын Фолкнерлердің шығармаларын жаңағы нәсілшілдік несі үшін, нәсілшілдік мәтіндері үшін әжептәуір сынап алатын тұстары көп. Сонымен қатар Киплингке қатысты да біраз жаңағы Киплингтің адресіне қататын айтылатын да ауыр сөздер бар. Яғни батыстың модернистік әдебиетіне қатысты Эдвард Сайттың әдебиет бөліміне қатысты айтатын ауыр сындарын көптеп кездестіруге болады. Сол сияқты бұл енді біз ойлайтын болсақ 70-80 жылдар, 90 жылдар енді Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейінгі, яғни орталық Азиядағы немесе орталық Азиядағы көптеген отарланған елдердің өзінің жеке дербес мемлекет болып қалыптасып, енді одан құлаған 30 жыл уақыт өтті. Жалпы дискурс әлі өзгерген жоқ, әлі де орыс тілінде жазатын авторлар толастаған жоқ. Дәл солай Қытай тілінде жазатын қазақ тілді авторлар көбейді.
мысалға Әкбар Мәжитұлы сол кезеңдегі қытай тілінде жазатын белді авторлар болса, қазіргі жағы Қытайдың үлкен платформаларында рейтингтің ең жоғарғы дәрежесінде жүрген қазақ авторлар бар, яғни шалқыма енді эссе жанры деп айтады. Қазіргі Азияда өте кең танылып жатқан жанрлардың бірі. Солай айтуға болады. Енді жалпы біз Шыңғыс Айтматовтың заманына баратын болсақ та, жалпы совет одағы кезеңдегі, советтік кезеңдегі, совет отаршылдығы кезеңіндегі, модерн кезеңдегі авторлар алатын болсақ, енді орыс тілінде жазуға мәжбүр болды деп айтсақ болады. Ал енді қазіргі тәуелсіз әдебиетінде, тәуелсіздік кезеңде бейотар дискурстың осындай күш алып тұрған кезеңінде жалпы орыс тілінде жазу немесе басқа шетелдің отарлаушы елдердің тілінде жазып карьера қуалау, мысалға этикалық тұрғыдан қалай баға беруге болады. Мысалға дәл солай, мысалға Джеймстің үшінші әлем елдерінің әдебиеті деген мақаласында біздің осы отарланған елдердің ұлттық аллегориядан ара салмайтын және жеке жауапкершіліктен қарағанда қоғамдық жауапкершілікке өте көп жағдай мән беретіні, ол деген жаңағы ұлтым, қазағым, осылай Шыңғысхан деген сияқты әңгіме ғой, жаңағы меңдеп отырған. Соған қатысты Джеймстің үшінші әлем елдерінің әдебиеті ұлттық аллегория деген айыптауларына немесе олардың бағасына пәкістандық ақын Ахметжан Айжаз неомарксист жағдай қарсы өзінің несін жауабын берді. Джеймстің бірінші әлем елдерінің философы емес, мен Ахметжан Айжаз үшінші әлемнің ақыны емеспін. Сонымен қатар жаңағыдай осындай біз Салман Рушидин атап өтті деген сияқты сондай авторларды да атап өтті. Жалпы қазір енді Салман Рушидидің өзі мысалға және Африкада тіпті өзінің жазып жүрген тілінен бас тартып, сол жердегі жергілікті халықтың өзінің жаңағы түпкі халықтың Африка еліндегі халықтың тіліне саналы түрде көшкен авторлар да бар. Осы процестер бар. Яғни бұны қалай бағалау керек? Енді біз тәуелсіз елміз, экономикалық әлеуетіміз де артып келе жатыр. Жалпы геосаяси жағдайда да белгілі бір деңгейде ықпалға ие болу үстінде. Жалпы осы бағытта қазіргі әдебиеттің орыс тілінде жазылуы, мысалға осы Қазақстанда да әдеби ұйымдар, әдеби бағытта жазатын ұйымдар, топтар бар. Мысалға Жалаңаш поэтри деген сияқты жастардың несі бар, өзімше соңғы кездері ағылшын, орыс тілінде жазатын авторлар, Назарбаев университетінің студенттері мысалға бар солай жазып жүрген. Дәл қазіргі уақытта оны деколониал дискурста қалай бағалауымыз керек? Мысалға біз жақын күндері Мадина Толостаның болмыс білім және түйсік отарсыздығын деген кітабын қазақ тіліне аудардық. Линчопин университетінің профессоры, деколониал жазушы, бейотар жазушы. Сол кісінің айтқан сөзі бар. Жалпы мен кітабының алғы сөзінде мен бұл менің орыс тілінде жазған соңғы шығармам, соңғы кітабым, соңғы еңбегім дейді. Яғни солай өзіндік процесін білдіріп жүр, бірақ ағылшын тілінде жазады ол кісі қазір. Енді ол кісілердің республикасы жоқ, адыгей, нелер өзбек, нағашылар. Сол қатысты мен сұрағым, қазіргі уақытта осындай бейотар кезеңде жағы отарлаушы болған елдердің тілінде жазу бұл нарықтық сұраныс ретінде қарауымыз керек па, жоқ әлде жаңа колониалдық сондай бір әлі де сондай колониалдық немесе сондай отарлаушы түсінік ретінде қарауымыз керек па? Бұл менің ойымша нарықтық түсінік емес. Себебі орыс тілінде қазір бір жазатын авторлар, олар расында келген уақытта қазақ тілін дұрыс білмейтін авторлар деп есептеймін. Егер де олар өзінің ана тілін бірінші үйреніп, кейіннен орыс әлде сол сияқты шет тілдерін білетін болса, олар бірінші ана тілде жазатын еді. Себебі кез келген мысалы Бродский бар. Бродский қанша деңгейде ағылшын тілін жетік меңгергенімен де ол өз поэзиясын орыс тілінде жазған. Әрине эссесін, мақалаларын ағылшын тілінде жазғанымен де ана тілінде жазады. Яғни өнер қай жерде болмасын ана тілінде тууға мәжбүр. Әрине мәжбүр деппін, дұрыс. Әрине бұның бір басқа да факторлар бар. Мысалы Милан Кундера бар. Өзі жаңа Прагада дүниеге келген чех, бірақ жаңағы Прага көктемінен кейін ол Францияға қоныс аударып саналы түрде француз тілінде жазған. Бұл бірақ оның шешімі емес, бұл оның мәжбүрлігі. Демек ортада авторлардың қай тілді таңдап, қай тілде жазамын дейтін дүниесі біздің дискурста қарасақ, ол шешім таңдау емес, ол мәжбүрлік деп есептеймін мен. Және бұлар жаңағы колониалды травманың қайтадан жаңғыруы деп білемін. Себебі андай бір қызық не бар, Фрейдтің жаңа травмаларын естіген уақытта, жаңағы травма жайлы айтылған уақытта, андай бір күшті бір травма айтады.
ең алғаш кішкентай баланың жаңағы әлі либидосы оянбаған кішкентай баланың жаңағы анасы мен әкесінің жақындасқанын көріп қоюы дейді да. Бірақ ода ешқандай либидо болмаған соң бұл травманың мәнін түсінбейді. Бірақ травма бар, бірақ оның мәні жоқ. Кейіннен жаңағы қыз әлде жігіт кішкентай бөпе өмірге келгеннен кейін жаңағы өзінің либидосы оянғаннан кейін жаңағы травманы өз тәжірибесінен өткізіп, жаңағы 1 жаста әлде 2 жаста көрген мәнсіз травманың мәнін көреді дейді да. Және бұл дүние дейді, бұрында болған травманың уақыт өте келе, жылдар өте келе мәнін табуы. Бұл ұзақ жылдарға созылатын дүние деп суреттейді. Енді дәл осы дүние біз постколониалды дискурсқа қарайтын болсақ, бұл дүние бізде жаңағыдай өнер арқылы сол колониалды травмамыздың мәнін қайта табуымыз. Яғни бұл жерде авторлар жаңағыдай бейсанасында, бәлкім санадан тыс мәні жоқ бір травманың қазіргі орыс тілін қайтадан қолдану арқылы бейсанасында травманы қайтадан мән үстеуі. Бұл бірінші ракурстан болуы мүмкін. Екінші автоколониализм дейтін дүние бар. Автоколониализм жаңағыдай құрбан қойдың өз қолын өзі байлап пышақтың астына жатуы деп айтады. Дәл сол сияқты өз ішінде өзінің қалыптастырған экзистенциалды болмысын, біз анау не көп болды, тәуелсіздік алғаннан кейін идеология құлады, шексіз құламайтын ешқашан Ленин, Сталиннің билігі құлаған уақытта біздің сол Кеңес одағының идеологиясымен өскен адамдардың барлығы я суицидпен өлді, я ішімдікке салынып кетті. Яғни олардың мотивациясы жоқ болды. Неге? Себебі олардың шынымен де болмысы жаңағы советтік идеологиямен қалыптасқан болатын. Ал одан шыққан уақытта қуыс, хаос болмыс өз ішіне жаңағыдай бірдеңе толтыру керек. А вот осы идеологиясыз қалған жаңағыдай діннен, ділінен, салт дәстүрінен бос қапқан бос хаос не істейді? Я ол ішімдікке салынады, я болмаса ол өз-өзіне қол салып өледі дейтін сияқты түсіндік. Демек жаңағы авторлар бәлкім тәрбиеден, үй ішіндегі тәрбиесін, әлде тілінің жаңағы орыс тілінде шығуы дейтін сияқты дүние өмірлік тәжірибесінде өзінің болмысын орыс тілімен қалыптасқан. Яғни бұлар автоколониалды адамдар. Бұлар бұдан кейін де дәл осылай отарлана береді. Демек, бұны біз жаңағыдай нарықтық дүние емес, олардың мәжбүрлігі әлде жаңағы Пьер Бунден айтатын хабитусы деп айтсақ болады. Жалпы тілдің қақысын қайтару деп қарауға болады ғой. Мысалға, жақында Степ Оуэрс жүлде жағы конкурс жарысы өтті, әдеби жарысы Степ баспасының, Степ медиасының ұйымдастырған. Сол жерде шорт-листке 5 шығарма өтті, 4 немесе 5. 5 шығарма өтті. Соның 5-інің тек қана 1 ғана қазақ тілді авторға тән болды. Сафина Ақтайға. Және де 4 автор орыс тілді авторға тән болды. Сонымен қатар жағы Әділқазылардың жалғыз қазақ тілді шығарманы оқымағандығы, негізгі Әділқазылардың білі Адеговтың, Илья Адегов, мен ол кісіні танимын. Сол кісінің шығарманы оқымағандығы және оны романмен шатастырғаны бұл тілдің қақысына байланысты кетеді деп ойлаймын. Сонымен қатар қазақ тілінде де әлі де болса нарықтық деңгейде болсын, жалпы енді жалпы жағы қалада негізінде қазақ тілді әдебиет үшін, қазақ тілді аудитория үшін Алматы қаласынан тұрақ тіркеу алудың қаншалықты қиын болған тәуелсіздік кезеңінде, желтоқсан көтеріліс кезінде де олардың жағы потенциал қалай болғандығын өте жақсы білеміз. Сондықтан да тілдің қақысы көбінесе әділетсіздікке көп ұшырайтын секілді. Енді әрине осы кезеңде мен қазақ әдебиеті туралы, қазіргі қазақ әдебиеті туралы айтуға тура келіп тұр. Өйткені жақында ғана Атылған Мамашұлының «Қилы кезең» атты деректі фильмдер сериясы жарық көрді. Сол жерде әрине ол деректі фильмді қазақ әдебиетінің немесе жазушылар одағынан ажыратып алу мүмкін емес, өйткені бас тақырыптардың бірі деп айтуға болады. Ол жердегі жаңағыдай идеологиялық аппаратқа айналғаны, идеологиялық инструментке айналғаны туралы. Жалпы қазіргі енді жазушылар одағы бұрынғы Совет одағының пропагандасын, идеологиясын насихаттаған. Қазір қалай жұмыс жасап жатыр? Мысалға, қазіргі қазақ әдебиетінің әл-ауқаты қандай? Жалпы қазақ әдебиеті туралы қалай айтамыз? Сол туралы Ерғат мырза сіз айтып жіберсеңіз. Жалпы қазіргі қазақ әдебиеті десек, жалпы енді біз әдебиеттің алтын ғасыры деп 20 ғасырдан бастап айтамыз ғой. Ол кезде бізде цензураның аясында болды. Енді өзінің кеңес жаңағы тілдің көп таяқ жеген деген жаңа өздеріңіз айтып отырған дүниенің барлығы осыдан шығады. Бұл жерде шығармалардың барлығы белгілі бір идеяны ғана
айту керек. Совет одағының негізгі ойын насихаттамасаң, басқа еркін тақырыптағы жазылған шығармалардың барлығы, мысалы Мағауиннің шығармасы 20 мың данамен туралып кеткен сияқты, осындай дүниелер келді да, енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін қалай болды? Тәуелсіздік алғаннан кейін бағанағы іште жатқан бұлқыныстың барлығы сыртқа шығаруға тырысты. Оның көркемдік деңгейіне басқасына бас ауыртқан жоқ. Авторлардың барлығы ең негізгі мәселе осы айтылмай жатқан тарихи, батырлар образы, тарихымыз, осылардың барлығын қамтуға тырысты. Содан 90-шы жылдар мен 2010 жылдар аралығында ма, тіпті бертінге дейін де бар, былай айтқан кезде жоғын түгендеуге кетті. Яғни әр қазақтың әр батырына жеке образы болды. Оларға арнап поэма жазды, шығарма жазды деген сияқты. Осындайлар келді, тарихи шығармалар келді. Одан бөлек екінші бір лек пайда болды. Бұл соғана бағанағы кеңес одағы кезінде бұлқынып келген үлкен авторлардан шыққан дүние. Оның енді кейінгілері де оны қайталап жатыр. Мысалға жазып жатқандар бар, бірақ өзі кезең-кезеңімен келеді ғой. Мысалы 90-шы жылдардағы жақсы алтын көпірліктер дейді, мысалы, олар да поэзияға бір серпінмен келді. Олардың барлығы әр кезең, бізде негізі қазіргі әдебиеттанудағы бір дүние осындай кезең-кезеңімен авторларды айтылмай қалды. Мысалға осы 90-шы жылдағылар алтын көпірліктер деп бір жақсы атау берілді да, одан кейінгі мысалға аралықтағылар бір-бірімен дұрыс сабақтаспады. Олардың барлығы жан-жаққа ұмтылып жатыр, жазуға тырысып жазып жатыр, бірақ нақты бір баға берілмейді. Шығармаларына нақты бір баға берілмеуде. Яғни бізде қазіргі әдебиет мысалға екі түрлі бағытқа қарай кетіп бара жатыр деуге болады. Біреуісі өзіміздің бұрынғы дәстүрлі әдебиетімізді, дәстүрлі шығармаларды ары қарай насихаттау, одан басқа дүниені өзімізге кіргізбеуге тырысамыз деген сияқты ұстаным бар. Ал екіншісі әлемнің жалпы қандай өзгерістер, модернизм, постмодернизмге тым құрғанда осыларды алуымыз керек деген сияқты. Бағанағы верлибріміз бар, ақ өлеңіміз бар, осылардың барлығын поэзияға келтіру, мысалы өздерінде алып жүрген солақайлар деген, мысалы осыларда бар. Файзулланың шыққан Қос есік түстер кітабы да осы жаңашылдыққа ұмтылу. Олардың енді ол бұрынғы авторлар ондай ұмтылыс жасамады деуге келмейді. Алғашқы нелерді мысалға Әмірхан Балқыбектің жақсы сөзі бар. Қуандық Шаңғытбаев айтады, сөлін алып сүйегі қалған ақын деп сөйтеді. Неге? Өйткені бұл жаңағы форманы бұзуға ең алғашқылардың бірі болып әрекет жасаған авторлардың бірі еді. Кейіннен олардың барлығын Тыныштықбектер, Әбдікәкімұлылар, одан кейінгі эксперименттерге барды да, олардың Қуандық Шаңғытбаев енді алғашқы бастама болғаннан кейін көрінбей қалды. Сол сияқты қазіргі жастар мүлдем басқаша эксперименттерге баруда. Бірақ жалпы өз әдебиет орталарда жиі айтамыз, мынандай ақ өлең жазу, верлибр жазу дейміз, басқа дейміз. Бірақ осыған бармас бұрын негізі өлең жазатын адам алдымен осы ұйқасты өлең жазып бастаған дұрыс шығар деп ойлаймыз. Өз ойым, жеке пікірім. Өйткені кез келген адам мысалға өлеңнің көркемдік деңгейін оның сезін алмай, ол ақ өлең жазатын болса, ол былай айтқан кезде өзінің ұйқасты өлеңге көрсете алмаған потенциалын сонымен ақтағысы келетін сияқты көрінетін секілді. Өйткені кәдімгі ұйқасты өлең жазып барып, ақ өлеңге ауысқан ақынның поэзиясы бөлек дүниеге болады. Ол жерден бір кәдімгі ритмді, екпінді көре аласың. Ал бірден ақ өлең жазып келгендердікі мүмкін енді біздің қабылдауымыз, енді мен жеке пікірім болғандықтан, қабылдауымыз басқасы бөлек болғандықтан ба, ол жерде бір ырғақты онша байқай алмайсың. Мысалға өлеңдердегі ырғақ бөлек болады. Ол жердегі бір айтайын деген ойдың шұбалаңқылығы, я болмаса айтайын деген ойдың келтелігі деген сияқты осындай бір дүниелер байқалып отырады. Сондықтан қазіргі қазақ поэзиясы да болсын, прозасы да болсын, біршама талпыныс бар, бірақ біз толыққанды бір сүрлеулі жолға түсіп, өз бағыт бағдарын тауып кетті деп айта алмаймыз. Өйткені ол әлі ізденістің үстінде. Ал енді жаңағы өздерің айтып отырған ішкі ышқыну, өзге тілде өлең жазу деген дүниелер, ол менің ойымша екі түрлі бағытта жүреді деп ойлаймын. Біріншісі әлемге танылуды көздейтін авторлар. Оның ішінде бірден өзге тілде жазу, ол тілдіге байланысты ғой.
екінші трамплин ретінде, яғни қазақ әдебиетін ол қазақтан басқа ешкімге керек емес, оны оқымайды деген сияқты түсінікпен бірден өзге тілде жазып, сол арқылы аудиториям көбейеді, басқаларға танылам, тез аударылам деген сияқты түсінік болуы мүмкін. Ал екінші кәдімгі ол алдымен сөз сүйекке сіңеді, содан кейін барып ары қарай тарайды ғой. Сол сияқты ол сөздің сүйекке сіңбеген авторлар ол бәрібір ол өз әдебиетін айна қатесіз жасай алмайды деп ойлаймын. Ал енді бір мәселе, осы бағытта нақты авторлардың тілге жетік болуы өз ойым дұрыс деп есептеймін. Мысалы, ол әуелі қазақ тілін толық меңгерсін, содан кейін өз шығармаларын өз аударса, я болмаса сондай бір аудармаларын, өзінің аудармаларын кәдімгі оқып отырып, бағасын бере алатын авторлық деңгейге көтерілген дұрыс деп есептеймін. Кешегі ана Бунин, Набоков сияқты, сол жаңағы. Мысалға енді кім сияқты? Рилке секілді. Мысалға, енді ол неге десек, мысалы біз одақтың айналасында болсын, басқа болсын, қаншама бір бағдарламалармен, қаншама дүниелермен аудармалар жасалынды. Бірақ оның барлығы бір құмға сіңген су сияқты, ешқандай нәтижесі жоқ. Өйткені бұл белгілі бір бағдарламаның аясында жасалған дүние ертеңгі күні нәтижесін бермейді. Сондықтан авторлар нақты бір жоспарға, нақты бір біліммен осы болашағына қадам жасау керек деп есептеймін. Жалпы алтын көпірліктер деп атап өттіңіз жаңа, сонымен қатар қағанаттағылар деп жатырмыз, жаңағы сұлықайлар деп жатсыз. Осы соңғы уақытта жаңағы мен тағы да атап өткен Атылған Мамашұлының деректі фильмдер сериясында қазақ жазушыларының немесе қазақ әдебиетшілерінің басым көпшілігі жазушылар тарапынан болсын таза идеологиялық пропагандалық құрал екендігі туралы атап өтті, өткен заманның совет одағы кезеңінде. Жалпы қазіргі қазақ әдебиетінің әл ауқаты, қазіргі кезеңі дәстүрді жалғастырып келе жатыр ма? Дәстүр дегеніміз дәл сол совет одағы кезеңіндегідей ойланып, дәл сол кездегідей жазып, дәл сол кездегідей мемлекеттен қаламақы талап ету ма? Дәл солай қаламақы талап ету арқылы шығармашылық жасау деп есептеуге бола ма? Жалпы бұны әдебиет деп есептеуге бола ма? Жалпы бұны бұған қалай баға беруге болады? Қазір менше дәстүршілдік дегеніміз совет одағы кезеңі ма? Жоқ әлде ол қазақ хандығы тұсындағы дәстүршілдік пе? Жоқ әлде түрік қағанаты кезеңіндегі дәстүршілдік пе? Жоқ әлде бұл партылық әдебиеттің үлгісінде жазуым керек па? Мүшір дауысы мысалға Абай жазды: "Өзі раушан, көзі гауһар, лағыл декбет үш ақмар, тамағы қардан әмбиқтар, қашын құдірет, қолың шига" деп өлең жазды мысалы Абай. Бұл дәстүршілдік деген осы шағатай тілінде жазу керек па? Жоқ әлде совет одағы кезеңіндегідей әдебиет жазу керек па? Мен соны түсіндірдім. Дәстүршілдік дегеніміз не? Соны түсіндіріп өтсеңіз. Жаңашылдық жарайды түсіндік. Енді мынандай дүние ғой. Бұл жалпы авторлардың көзқарасындағы дүние. Дәстүршілдік дегенге бұлар формалық тұрғыдан келеді. Негізі оның ішкі ритмдері басқаларына келмейді. Олар былай айтқанда ұйқасты өлең, енді ол жаңағы менің енді өз қабылдауымда ұйқасты өлең және ақ өлең, осылар екеуінің арасында. Ол мысалға ұйқасы жоқ өлең, ол қалай өлең деген сияқты. Осындай түсінікпен ғана қарайды деп есептеймін. Өйткені ал енді басқа формалық тұрғыдан мысалға олар да жазып жатыр. Мысалға хайкуда келіп жатыр, 8 буын өлең, басқа да тіпті 22 буын, 27 буынға дейін апарып жатыр. Сондықтан ол сыртқы нақты формаға емес, осы ұйқасқа келіп тіреліп отырған сияқты. Ал жаңағы саяси тұрғыдан дегеніңізге келетін болсақ, ол енді автордың ішкі қалауы, автордың меніне байланысты деп есептеймін. Өйткені ол жағымпаздық, я болмаса жақтану ол совет одағында да болды, ол қазіргі кезде де бар, ол жазып жатқан адамдар да бар, жазып кеткен адамдар да бар. Сондықтан тіпті шекпен ауыстырып жатқан адамдар да бар. Мысалға бірінші Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып тұрған кезде оларға арнап жыр толғап жүреді, я болмаса прозасын көтеріп алынып барады деген сияқты. Бұл енді автордың бәлкім шығармасын ол бірінші қалай бағалауына байланысты деп есептеймін. Яғни өнерді қалай бағалауы. Бұл өлеңді, я болмаса прозаны жазатын автор, бұл менің шығармам, бұл менің өмірлік ұстанымыма сәйкес келе ма деген дүниесі болу керек. Яғни шығармасын ол белгілі бір дәрежеде елдің алдына төсейтін кілем ретінде қарай ма, жоқ әлде өзінің төбесіне көтеріп отыратын өзінің рух ретінде балай ма? Әңгіме осыған келіп тіреледі деп ойлаймын. Ал енді ары қарай авторлар қалай қызмет етіп жатыр, қалай жазу, ол өзінің ішкі жауапкершілігіне байланысты. Ал енді жалпы өзінің туын ұстап жықпай да жазып жүрген адамдар бар.
ал кейбір бір не бар ғой, ақындардың патшасы еді бір ағам, патшалардың ақыны болып кеткен бе деген сияқты осындай дүниеге де кетіп жатқан авторларымыз бар. Файзолла, сен қалай ойлайсың? Дәстүрлі жазу дегеніміз не? Ол Абай секілді жазу ма, жоқ әлде Махамбет сияқты жазу ма, ол әлде Яссауи сияқты жазу ма? Жаңа да айттым, парсыда Дариуш Шаяган дейтін философ бар. Сол жаңағы мәдени шизофрения дейтін дүниені ұстанады. Мәдени шизофрения дегеніміз не десек, гегемониясы бар батыс, бәлкім қазіргі Америка дейтін сияқты, гегемониясы бар, сол стандарттарды белгілеген бір риторикада өмір сүру, және сонымен бірге өзінің дәстүрін, дінін, діліне бас тартпай екеуінің арасында қалып кету. Бұл жаңағы барзақ әлемінде қалып кеткен секілді дүние, не ар емес, не бер емес дейтін сияқты. Әрберден соң жаңа бұл батыста емес, шығыста емес дейтін сияқты түсінікпен ортада мәдени шизофренияда қалып кетеді адамдар. Бірінші кезекте жаңағы барлық отарлықтан шыққан мемлекеттің авторларының бәрін толыққанды біз мәдени шизофрениясына ұшыраған адамдар деп айта аламыз. Себебі олар тарихи травмасы бар, отарлық травмасы бар, және сонымен бірге жабайы көпұлтты капитализмнің алдында қызмет етуге мәжбүр. Әрберден соң жаңағыдай еркіндікке мәжбүрлейтін неолибералды қоғамда өмір сүруге мәжбүр. Және осының ішінде үнемі процестің өз өмір сүру динамикасынан бөлек сен жоқ кезде пайда болған бір жүйелердің динамикасына кіріп кетуге мәжбүрсің. Ал бұның ішінде кез келген қолына қалам ұстаған автор сау адам емес, жаңағы айтқанымыздай мәдени шизофренияға ұшыраған адамдар. Бұл бір. Екі, ал олардың жаңағы дәстүр деп айтылып жатқан дүние, бірінші, дәстүр дейтін дүние кезінде бір ескірген жаңашылдық. Яғни жаңағы біз Абайдың сегіз аяғы бар ғой, сол жаңағы қазақтың қара өлеңін бұзған бір формалық дүние деп айтылады. Уақыт өте келе кез келген дәстүр, кез келген жаңашылдық бір дәстүрге айналып кетеді. Ал енді біздегі қазақ қоғамындағы дәстүршілдік дегеніміз не? Ол бірінші кезекте форманы көбіне дәстүршілдік деп есептейді. Екінші кезекте нараторлық, яғни баяндау стилі. Яғни лирикалық бейннің бүп-бүтін бас аяғы бар, әлде прозалық шығарма болса кіріспесі, шарықтау шеңі, қорытындысы дейтін сияқты наратордың жаңағы баяндау стилі жаңағы соцреализммен қалыптасатын болса, қазіргі біздің дәстүршілдік болып есептелетін дүниеміз осы. Ал енді соцреализм дейтін дүниеміз жаңа қоғамдық идеологияға, жаңа қоғамдық бір болашаққа негізделген, мысалы қазіргі Франц Фанонның күшті дүниесі бар. Отарлыққа шыққан мемлекеттердің барлығындағы ең алғашқы билік отарлық биліктің ерке тотай мирасқорлары дейді. Дәл сол сияқты біздегі жаңа көптеген идеологиялар, жаңа Қазақстан 2050, Қазақстан 2030, жаңа мәңгілік ел дейтін сияқты түсініктердің барлығы кезіндегі Кеңес одағының ұсынып берген белгілі бір жаңағы 5 жылдық жоспарларының тәуелсізденген бір кішігірім тырнақша ішіндегі формасы. Және осы форманың ішінде автор қандай нараторлықта қолданады, яғни қазақтың болашағына сену, қазақтың мәңгілік ел екеніне сену, қазақ ұлтына сену, жалпы ұлтшыл болу. Мысалы анау кім бар, Оливер Ройдың жаңағы орталық Азия жайлы жазған шығармасында патшалық Ресейдің орталық Азия және Транскавказияға жасаған зұлымдығы, отарлығының реабилитациясы ретінде 24-ші жыл 150-ге жуық тіл диалектіні ресми тіл ретінде мойындаған екен. Яғни осы бір территорияда, мына беті батыс Түркістан, мына беті шығыс Түркістан, орталық Түркістанның барлығында 150-ге жуық әдеби тіл болған дейді. Бұл өте күлкілі дүние бүйтіп қараса. Сол уақыттың ішінде сарт дейтін тіл болған. Кейіннен сарттың ұлт емес екенін өздерінің көздері жетіп, оны тіл ретінде алып тастайды. Тіл емес деп алып тастайды. Демек, дәл осындай бір кеңестік идеологияның реабилитациясы ретінде біздегі көптеген болашаққа дейін асқан сенімділік, әсіре ұлтшылдық дейтін ұғымдардың нараторлығы біздегі қазіргі дәстүршілдік болып есептелінеді. Ал енді жаңашылдық дейтін дүние не десек, бірінші ол ешқандай форма емес. Біздегі жалпы жарты білім мен жалпы білімнің ішінде көбіне көп
сыртқы формаға көп мән береміз де, егер ол төрттаған болатын болса, бұл ескішілдік, сәл қисық болатын болса, бұл жаңашылдық деп есептей саламыз. Бірақ олай емес. Жаңа қисық болып жазылған ұйқасы жоқ кейбір өлеңдердің өздері де нараторлық жағынан дәстүршіл болуы мүмкін. Сол себепті форма жағынан біз мынау дәстүршіл, мынау жаңашыл деп бөліп қарастыруымыз түкке қажеті жоқ. Бұл шеттегі дүние лирикалық меннің сынуы, әлде жаңағыдай нараторлықтың кетуі, автордың өлімі дейтін сияқты. Мысалы Набоковтың күшті дүниесі бар ғой, барлық авторлар өтірікшілер дейді да. Себебі жаңағы бір автор артынан қасқыр қуып келе жатыр деп жазатын болса, оның артынан ешқандай қасқыр қуып келе жатқан жоқ, ол үйінде отыр дейді. Егер ол расында оның артынан қасқыр қуып келетін болса, ештеңе жазбайтын еді дейді да. Демек бұл көркем шындық пен жаңағы реалды шындықтың арасындағы үлкен бір шекаралық дүние. Дәл осындай шекаралық дүниенің ішінде біздегі үлкен идеологиялық бір машинаның ішінде біз жаңағы асқан болашаққа, мәңгілік елге дейтін сенімділігіміздің бір көркем нараторлығы біз үшін дәстүршілдік болып есептелініп тұр. Ал енді нағыз жаңашылдық қалай болатын десек, ең бірінші менің ойымша, енді субъективті пікір, болашаққа сенуден қалу. Себебі дәл мұндай отарлықтан шыққан мемлекеттердің болашағына дейтін үлкен сенімділікпен бір позитивті мақтанып өлең жазуы, ол жаңашылдық емес. Рахмет. Енді жалпы концептуал тұрғыдан өтсек, жалпы біз қазір модернизмді батысқа еліктеу деп қарайды. Әрине модернизм өз табиғатында отарлаушы, отаршыл ұғым. Яғни модернизм, индустриализм, изм атаулының барлығын отарлаушы термин ретінде, отарлық мәтін ретінде қарауға болады. Сондай болса, жаңашылдық дегеніміз отарланушы болу, қайта отарлану ма? Әлде сол арқылы батыс легитимациясына, яғни батыстың мақұлдануына ие болу арқылы Нобель сыйлығы немесе Букер сыйлығы, сол секілді басқа да батыс аудиториясына мойындалу ма мақсат? Әлде жоқ, әлде жаңағыдай қоғамда кім айтпақшы, Сократ айтпақшы, жаңағы мен Афинадан келсем, әділет үшін күресетін Афинада ешкім қалмайды дейтіндей, жаңағы әділдік орнату, толстойлық игілік орнату, немесе жаңағыдай игілік орнату фактор ма? Осы жағын ашып алғым келеді. Яғни менің нақты қоятын сұрағым Файсал, бұл жерде жаңашыл болу, бұл батыс легитимациясына ұмтылу ма, жоқ әлде қоғамда бір концептуалды немесе этикалық, мысалға мен дәл осы жерде Эрих Фромды айтқым келіп отыр, атап өткім келіп отыр, оның еркіндіктен қашу, escape of freedom, немесе жаңағы өзің үшін өмір сүру, man of himself. Одан кейін жаңағы өзін бар болу өнер деген кітаптардың ішінде Кафканың несін, өзі үшін өмір сүру кітабының ішінде Кафканың шығармасын осы авторитарлы этикаға бағыттап, соның табиғатын, ар-ұждан этикасын, бағдарын, ориентациясын айқындау үшін өте сондай бір сәтті интерпретация жасайды. Яғни Кафканың шығармасы бұл концептуалдық жағынан емес, бұның жабы қоғамдағы этикалық форматында түсіндіруге, интерпретациялауға тырысады. Яғни табиғатында жаңашыл болу бұл ізгілікке, игілікке, әділдікке ұмтылу ма, жоқ әлде батыстың легитимациясына ұмтылу ма? Деррида айтады, әділдіктің өзі анау айтқанда әділ емес дейді. Демек, бір ізгілікке, әлде адалдыққа, мейірімділікке ұмтылу, ол жай ғана бір симуляциялық дүние деп ойлаймын. Себебі абсолютті ізгілік дейтін дүние жоқ, абсолютті мейірімділік дейтін дүние жоқ, әлде абсолютті әділдік дейтін дүние жоқ. Оның барлығы уақытына, кезеңіне, оқиғасына, шеңберіне байланысты суреттелетін дүниелер. Анау Сирияда билік ауысты ғой. Өткенде ғана шатаспасам, сол Сирия президенті сұхбат берді. Алдында бір қай менің үйімнің екенін білмедім, бір журналист сұрақ қойды, бұрында сізді террорист деп атаушы еді ғой, ол қалай болды дейді. Сол уақытта айтады, бұрында мені террорист деп атады дейді, бірақ сол уақытта Асадтың билігі қаншама санын айтты статистикасын, осыншама адамның жойылып кеткендігі, жоғалып кеткендігі, бірақ оларды ешқандай батыс үкіметі террорист деп айтқан жоқ дейді. Бірақ мені террорист деп қаншама жыл айыптады, бірақ мен президент болып келдім елге демократия орнату үшін дейді. Әрине оны демократия орнатпау екі талай дүние. Бірақ бұл дүние жаңағы айтқанымызда риториканың қай ракурстан қарағандығына байланысты дүние. Ал енді жаңашыл болу дейтініміз жаңағы батыстың нормализацияланған идеологиясына, пропагандасына
мойысыну ма, әлде жаңағыдай ізгілік пен мейірімділіктің дүниесіне. Иә, аха, сол. Меніңше ізгілік ол белгілі бір деңгейде гуманизм, ал игілік жарату дегеніміз ол қоғамға пайдалы болу деп қарауға болады да, сол тұрғыдан. Мен бүйтіп есептеймін. Жаңашылдық дегеніміз не десек, жаңа Спивакта айттық қой, Спивактың күш сөзі бар субалтернге байланысты. Субалтерндер дейді, өзіне қатысты парадигмалық соғысқа өзі қатыспай жатып жеңіліс тапқан топ дейді. Яғни саған қатысты соғыс, сен соғыс көресің, бірақ сен соғыста жоқсың, бірақ жеңіліп қалдың. Ал енді жаңашыл болу дейтініміз не десек, ең бірінші жаңа субалтерндердің өздеріне тиесілі үн шығара білуі. Ол үн бәлкім жаңа Фанон айтпашы, Фанон деколонизацияны айтады ғой, жаңа адам жарату. Ал жаңа адам міндетті түрде зорлық зұлымдықпен жаратылады дейді да. Ең алғаш жаңа жер бетінің лағнеттерінің алғаш сөйлем естіп басталады. Деколонизация зорлық зұлымдықты қамтамасыз етеді деп басталады. Демек қандай жағдай болмасын, қандай сәт болмасын, абсолютті бір ізгіліктің әлде мейірімділіктің шеңберінде емес, жаңағы субалтерндердің үні бастырылған топтың өздеріне тән үн шығара білуі. Батыстың риторикасына, әлде шығыстың риторикасына емес, өздеріне тән бір үннің эстетикалық көрінісі жаңашылдық болуы тиіс деп ойлаймын. Осы жерде Хегельге қайтып оралғым келіп отыр. Гегель туралы, Гегельді еске алғым келіп отыр. Гегель әдебиет өткеннің ісі деген баға берген болатын өзінің шығармасында. Кейіндеп оны жаңағы Борис Гройс бұның себебін Гегельдің олай әдебиетті өткеннің ісі деп одан болашақ көрмеуінің себебі әдебиеттің дінмен альянс құрып кетуімен байланыстырады. Яғни жаңағыдай моральдыға иек артып кетуі ретінде соған болашақ көрмеген туралы. Ал қазір уақытта әдебиет ол бірақ Гегельдің кемшілігі болашақта әдебиеттің концептуалдылыққа иек артатындығы туралы, философиямен альянс құра алатындығын туралы болашақты болжай алған жоқ дейді. Яғни қазіргі әдебиеттің артықшылығы оның жағы Гегельдің жағы сөзін терістеп, оның дінмен емес философиямен альянс құру арқылы, бірігу арқылы концептуалды әдебиетті қалыптастыруы әдебиеттің жаңа тынысын ашты, әдебиеттің өмірін жағдай өміршең етті, өмірін ұзартты дейді. Осыған қалай қарайсың? Жалпы қазіргі әдебиет концептуалды болу керек па? Жаңа кімнің айтқан сөзі бар, тағы да Хадлес пен Леви-Стростың айтқан сөзі бар. Әдебиеттің мақсаты, өнердің мақсаты ол жауап беру емес, жауабы бар дүниелерге жаңа сұрақ қою деген сияқты. Бұл да бір концептуалды сұрақ ретінде. Әдебиет емес, ең бірінші өнердің барлығы концептуалды болуы тиіс. Себебі қазіргі таңдағы бүкіл тенденциялардың бәрі үлкен зорлық, зұлымдық, әлде жаңағыдай соғыстың ішінде жүрген уақытта, дәл мұндай қасіреттің ішінде кез келген индивид өздеріне тән бір симуляцияны ойлап табу керек. Жаңа Ницше айтпақшы, мұншалықты зорлық, зұлымдыққа толы өмірдің ішінде сенің басыңды көтеріп, сені жұбата алатын жалғыз ғана дүние ол өнер. Ал дәл осы өнер концептуалды және абсурдпен абстракцияға құрылған дүние болуы тиіс. Бұл да жаңа бағанағы айтқан наратордың өзіне тән үнін шығара білу деп айта аламыз. Тағы да бір сұрақ. Жалпы мен жалғастырсам негізі былай, менің ойымша, енді біз өзімізді Кеңес одағындағы тәуелсіздігі алмай тұрған кезеңмен бөліп алып қарай алмаймыз ғой. Мәселе сода. Бізде Кеңес одағында әдебиет қалай дамыды? Ол кезде психологизм болған жоқ. Ол кезде философия болған жоқ. Олар шығармаға белгілі бір дәрежеде ондай мақсат түсіруге мүмкіндік бермеді. Ол жерде қандай? Цензураның аясында не істейді? Типтеңдірген образ болу керек. Ол жерде бір қаһарман болу керек. Ол қаһарманның аясында белгілі бір дәрежеде кейіпкерлер жүреді. Және ол қаһарман шығарманың басынан аяғына дейін ол өзінің биігінен төмендеуге болмайды деген сияқты бір белгілі бір шкалада
құрылып отырды. Я болмаса белгілі бір кейіпкердің айналасында құралған дүние жазылды. Ал енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін бізге философия да келді, психологизм де келді. Ол туралы зерттеулер де ақырындап ене бастады. Осылардың барлығы біздің бұрынғы әдебиеттің таза теорияға ғана құрылған дүние енді философия мен теорияны, психология мен теорияны біріктірді. Осыған байланысты шығармалар жан-жақты өзгерістерге түсті. Енді авторлардың бұндай дүниелерге баруы неден? Ол бұрынғы кезден де бастап келеді ғой, өзіне дейінгілерді қайталамау деген сияқты. Осыған байланысты ол автордың бірінші шығармашылық ізденісіне де байланысты болуға болады. Мысалы, Файзулла енді көзінше отырып мақтай берейін енді. Бұл шығармасында өзінің де айтуына айтады, жалпы бәріне кітабымды шығарған кезде бір-біріне ұқсамайтын өлеңдерімді алып дейді. Яғни бір-бірін қайталамайды. Яғни бұл формалық тұрғыдан да, ізденіс тұрғысынан да бір-бірін қайталамайды деп сөйтеді. Бұны шығармасын осы әдебиет теориясында зерттеген ғалым, әдебиеттанушы Нұрбол Құдайбергенов Қашу өлеңін зерттеп келеді. Бұл бұрын-соңды бұндай өлең бұрын-соңды қазақ әдебиетінде болмаған деген баға да береді. Яғни бұл қалай деп келеді? Демек, авторлардың формалық тұрғыдан болсын, басқа да бір ізденістері, өзгерістерге ұшырауы, ізденіске түсуі, бұл өзіне дейінгі дүниелерді қайталамау, өзіне дейінгі формадан қашудан бірінші туындайтын деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың, Пайдулла? Пікірге алып қосармын ма? Не, мен жаңа сұрақ қойғым келген сұрағы. Қазіргі қазақ әдебиеті концептуалды ма, соны ойладым. Сен ойлайсың ба, қазақ әдебиеті концептуалды? Не бір мән бар еді ғой, биылдыққа дым жоқ, түк жоқ, жоқ дейтінші. Енді қатты негативті болуға болмайтынша, себебі енді бір ешкімнің көңілін жыққым келмейді ғой, бірақ жалпы қазіргі қазақ әдебиеті концептуалды ма десек, мен жоқ дейтін едім. Енді ешкім бір шапанын шешіп алмас. Бізде қазақ әдебиеті жалпы анау қазіргі әлемдік әдебиеттерін салыстырған уақытта ешқандай бір ерекшелігі жоқ. Біздегі авторлардың мықтылығы оқырмандар емес, авторлардың мықтығы айналасындағы адамдардың әлсіздігі. Біз мынау жаңа жерден жеті қоян тапқандай, бәлкім испан, бәлкім итальян әдебиетін алып аламыз. Мысалы, өткенде ғана атын ұмытып қалдым, бір жігіт бір не жазыпты, проза жазыпты, оны бір кісі сұмдық қылып мақтап, кейін звондап айтып отыр, жаңа Бальзактан ұрлап алыпты деп ше. Ол жаңағы не? Біздің оқырман Бальзакты оқымайды ғой, не болса да мен қазақша шапан теріс айналдырып бере берейін дейтін дүние. Жаңағы Жұмекен айтады ғой, кей елдердің құдайлары да көшірме деп. Біздің расында қазіргі қазақ әдебиеті көшірме әдебиет. Ол бәлкім расында жаңағы үлкен осы бір сын машинаның ішінде ең күшті авторлар кіріп кететін шығар. Кімнің айтатын сөз бар ғой, алғашқы әскерлерінің аударма дегеніміз жат жұртқа қазақ тымағын кигізу деген сияқты. Иә, сол дүние. Енді мен бүйтіп айтсам, өзіңе де жиі айтатым, жаңа егер осы бүгін түнде жаңа Қазақстан территориясында YouTube пен Google жабылып қалатын болса, ертең таң келсең қазақ әдебиеті өліп қалады. Себебі біздегі авторлардың сауатсыздығы, авторлардың жаңағыдай әлі күнге дейін бір ностальгиялық бір жаңағы риторикаға құрылған, әлі күнге дейін жаңағыдай жаңағы сағындым, әлде сүйдім, күйдім, әлде жаңағы ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға дейтін сияқты, әлі күнге дейін сол бір лирикалық менің ішінде өмір сүруі, анау өмір жаңа, бірақ сезім ескі. Яғни қазіргі уақыттағы шынайы мынау осындай үлкен бір машинаның ішінде, капиталды қоғамның ішіндегі адамдардың өздері тән сезініп жатқан сезімін жаза алмай, бұрынғы классикалық бір ностальгияға беріліп бір сезіммен өлең жазады да. Бұл да жаңа наратордың ескіргендігі, бұл ешқандай бір концептуалдық дүние емес. Бұл деген жаңағыдай авторлардың әлі күнге дейінгі сәл сауатсыздығы. Яғни концептуализм жаңарған нарративтің бір иә, әрине сол дүние. Ал енді қазір бар шығар бәлкім арасында жаңа бір-екі жақсы жазатын авторлар. Иә. Бар мысалға мерей қосын бар. Иә, бірақ енді сайып берген уақытта жаңа бір құмалақ бір қармай шіртеді дейді ғой. Жалпы объективті қарайтын болсақ, әсіресе сырттан қазақ әдебиетін қарасақ, өз ішінде өзі қайнап жатқан, әлі ішінен құлттап алған біз сұмдық әулиеміз, біз сұмдық мықтымыз, қазақтың қара өлеңі ондай әулие өлең деп. Әйтпесе қазақтың қара өлеңі Авестада да бар ғой. Қазақтың қара өлеңі бүкіл түркі тілдестерінде бар ше. Бірақ ешқайсысы біз сияқты мақтанып жатқан жай жоқ ешкімнің ше. Ол жаңағы бізге ең алыс жаңағы тіл болатын, туысқан тіл жаңағы оғыз тілдері бар ғой, оларда да бар қара өлең.
анап оларда да 5 буынды өлең бар шы. Оларда да дәл біз сияқты формалар бар, бірақ ешқайсы шляпасын атып алып, бізде сұмдық, біз қазақтың қара өлеңі, қазақтың шляпасын атып тастап дейін ба, мақтанып деп жана мақтанып отқан ешқандай жайы жоқ. Просто біз жана бұл әлі күнге дейін жанағы отарлы комплекстердің әсері. Біз жанағыдай бағана да айтып жатырмыз, теңізге әлде суға батып бара жатқан адамды құтқаратын адам, батып бара жатқан адам өзін құтқаратын адамды да өзімен бірге тартып алып кетуге құмар. Соны істейді, себебі мені шығып қалам ба деп дейтін сияқты дүние. Сол сияқты бізде де авторлар бір-бірін қолпаштайды, бір-бірін мақтайды, бірінен соң бір мүшәйраға қатысады, жаңағы ойбай анадан сыйлық алдым, мынадан бүйттім, анаған бардым, мынаған бардым деп абырой тұтады. Жаңағыдай кей бір-бірін таныстырып жатқан уақытта бұл ақын, жазушы, әдебиеттанушы, алаштанушы, бұл анандай, бұл мұндай, бұл андай, бұл мұндай. Ана кісінің өлеңіне қараған, ат жөніне қараған уақытта мынандай бір қызметші шығады да. Өйстіп бір-бірін таныстыру өте не бір ішінара бір-бір мақтамасы кім мақтайды енді, әйтпесе шығармасы түк тұрмайтын дүниелер ғой. Осымен алып қараған уақытта қазақ әдебиетінде бір концептуалды әдебиет жоқ. Мен ойымша қазір енді қазақ әдебиетінде прозада әйел жазушылардың несі деңгейі ер жазушылардан әлдеқайда көтеріліп кеткен секілді. Тек қана өнерде емес, жалпы қоғамда сондай. Иә, өйткені салыстырмалы тұрғыда айтатын болсақ, мысалға әлемдік нарыққа құлаш ұрып кірген Бақтыгүл Сәрмекованы қалай айтпаққа болады. Мысалға бір кейбір кісілер енді ер кісілер Лондонды мойындаттым, Еуропаны мойындаттым деп жаңағындай ресейлік бір ұйымның, Лондондағы ұйымның несіне алса, Бақтыгүл Сәрмекова ресми расында да жаңағындай еуропалық нарыққа шығып жатқан қазақ авторы. Алғашқы деп айтуға болады, баспамен, алғашқы. Одан кейінгісі жаңағыдай концептуал тұрғыда философияны түпнұсқадан оқи алатын, неміс тілінен Хайдеггерді аударып жүрген, Ницшені аударып жүрген Сафина Ақтайдың неге айтпасқа болады, мысалға, неге атамасқа. Дәл сол секілді жаңағыдай шығармалары өзінше бөлек нарративпен құралған концептуалды Мерей Қосынды, мысалы, қазір КБТУ-да оқытушы болып сабақ өтіп жүрген, неге атамасқа. Сол секілді менің ойымша қазір Қазақстанда әйелден ақын шықпайды, пәленше түгенше деген сияқты дүниелер атап келді, бірақ шындап келгенде, жеме-жем келгенде қазақ әдебиетінде әйел жазушылардың әсіресе прозадағы бір керемет жақсы бір даму көрсеткішін көрсетіп жатқан секілді. Позитивті қазақ әдебиетіндегі. Бұл анандай дүние. Кез келген мемлекетте ашшылық топтар қатты ұлтшыл болады. Жаңағы өздерінің, мысалы біздегі Кеңес одағы тұсындағы ашшылық, жаңағы Кеңес одағы тұсында Қазақстандағы ашшылық топ қазақтың өзі болды ғой. Сол уақытта мысалы біздегі ұлтшылдық, әсіре ұлтшылдық пайда болды. Мен сол уақытта мен всегда айтам, біздегі жаңа алашшылдардың барлығындағы ұлтшылдық олардың таңдауы емес. Олардың ұлтшылдығы олардың мәжбүрлігі болатын. Себебі олар ашшыл болатын, ашшылық топтың өкілдері болатын дейтін сияқты дүние. Бізде анау әлемдік, үлкен бір планетада патриархалды қоғам, дәл патриархалды қоғамның ішінде үнемі үздіксіз жаңағы әйел заты патриархалды қоғам үнемі шеңберінде қалып кетті, сыртында қалып кетіп жүр. Яғни патриархалды қоғамның эпицентрінде еркек тұрады. Егер жаңағы second sex дейтін бар ғой, Бавуардың, сол уақытта жаңағыда әйел мағынаға ие болу үшін орталықтағы еркекке жақын болу керек, орталықтағы еркек сияқты болу керек. Мысалы бізде де бар. Бізде көп айтады қазақта, ойбай қазақта жаңа қазақ тілі неге жынысқа бөлінбейді, он ана болып айтылмайды. Бізде қазақта сұмдық бүйткенбіз, сөйткенбіз деп, бірақ біз әлі күнге әйелдің өзін андай еркектік формада көреміз. Мысалы бізде Томирис деп айтамыз, бірақ Томирistің қалыптастырған формасы еркектік форма. Ол жауынгер, ол атқа мінетін, ол жаңағы соғысатын дейтін сияқты біз еркектік риторикада оған мағына істейміз да. Бірақ бұл жалғыз қазақта емес, бүкіл әлемдегі жабық қоғамдағы бар дүние, бүкіл әлем патриархалды қоғам. Ал вот патриархалды қоғамда әйелдердің бейсанасында жаңағы ашшылық топ дейді қой, ашшылық топ қатты ұлтшыл болады дейді. Дәл сол секілді ашшылық жаңағы патриархалды қоғамның мағынаға ие болмаған әйел топтары не істейді? Бұл жол білімге құштар болады. Бұлардың тек қана саналы түрде емес, бейсаналы тұрғыда. Себебі бұлардың ана кім бар? Мөлдірмейді, жеті апаны сызған. Сол сияқты дүние бұл 7 ападан бері, бәлкім 70 ападан бері әйелдің бейсанасында білімге дейтін құштарлық, мағынаға, мәнге ие болу дейтін құштарлық. Вот соның көрінісі қазіргі диджитал паноптиконда біздің қоғамда көрініс тауып отыр. Расында жаңағы бұрында не болатын, мысалы жаңағыдай дипломы бар бір әйел жай ғана бір таксистке
әлде дипломы жоқ оқымаған бір кісіге тұрмысқа шығып андай социалды деңгейі тең болмаса да үйленіп кете беретін болса, қазіргі таңдағы білімі бар көзі ашық әйелдер, қыздар өздерімен тең дәрежелі адамға бір көз қырын салады дейтін сияқты дүние. Бұл дегеніміз жаңағыдай жылдар бойғы әйелдің бейсанасындағы білімге дейтін, мәнге, мағынаға дейтін құштарлық. Ал вот осының арқасында расында қазіргі қазақ әдебиетіндегі мынау әйел ақындар, әйел жазушылар мына кеңістіктің жаңағы несінде жасап отқан Мақпал Жұмабай Иә. ақындығына мысалы Мақпал Жұмабай біздің Гаухар апай парсы тіліне аударған. Жаңа ғана кітабын алып отырмын. Сол сияқты жалпы шынымен де қазақ әдебиетіндегі оның үстінде не бар ғой бізде, бағанағы наратор деп айттық қой, біздегі нараторлық дүние үнемі еркекке негізделген ше. Бүкіл шығармадағы я жақсы кейіпкер, я жаман антигерой үнемі еркек болып көрінеді ше. Үнемі әйел бейне бір анау кеңес одақта бәлкі бір мәнге ие болған шығар, ол да идеологиялық негізде, бірақ расында тәуелсіздіктен кейінгі андай бір бүкіл шығарма бейне бір еркек жынысты болып көрінеді да, әйелдер де дәл сондай секілді болып көрінеді. Бірақ кейіннен жаңағы осы қыз балаларының шығармаларындағы бір андай еркектік нараторлыққа қарағанда өздеріне тән бөлек бір нараторлық бар да. Осы біздегі жаңашылдық болып көрінеді. Себебі олардың кешкен сезімі олардың тілінде басқаша төгіледі. Қалай десек те. Демек ортада біз жаңағы мәтіннің нараторлығында, мәтіннің баяндау стилінде әйелдік көзқарасы тіпті бөлек бір шығарма көруге болады. Жаңа өзің айтқан Сафина Ақтаева, Мерей Қосын бар, дәл сол секілді басқа да ақын Мақпал Жұмабай бар дейтін сияқты, басқа да авторлардың енді есімін қазір ұмытып қаламын, айтпасам ренжиді дейтін сияқты, бірақ бар. Иә, сондай. Иә, бүгін енді біздің кешіміздің аяғына жетіп қалған екенбіз сұхбатымыз. Дегенмен қазір біз қырғыз әдебиеті туралы, өзбек әдебиеті туралы жеткілікті мәлімет бере алмасақ та өзіміз шама шарқымызша сөйледік деп ойлаймын. Ендігі кезекте енді сұрақтарыңыз болса, мархабат Файзоллаға, Ерболат Мырзаға. Сұрақтарыңыз бар ма? Жаңашылдық жайлы айтып кеттіңіздер ғой, соны мысал келтіре аласыздар ғой? Мысалы айттыңыздар ғой, белгілі бір топтың үн қатуы деп сіз өзіңіздің тұжырымыңызды жасадыңыз. Соны мысал келтіре аласыз ба? Жаңашылдыққа мысал келтіре аласыз ба дейді. Өлең ба? Өлеңде ма, прозаға ма? Қазақ әдебиетінде ме, әлем әдебиетінде ме? Жалпы ма? Жалпы мынандай, яғни жаңашылдық біз не дедік, ешқандай техникасына, оның формасына негізделмейді. Ол бәлкім ақ, бәлкім қара, бәлкім жасыл да болуы мүмкін. Бұл жерде нараторлықтың көрінісі деді. Ол жаңағы Абдуразақ Гурнаның Күрек жүрек дейтін романы бар. Мен неге ол романды ерекше айтып отырмын? Себебі Күрек жүрек романды Күрек жүрек дейтін, шатаспасам Күрек жүрек болу керек. Аха, солай болу керек. Солған жүрек деп тұрсың ба? Солған жүрек бола ма қазақша? Солай деп айтуға болады. Солай шығар, бұл неге кепкен жүрек? Кепкен жүрек па, я сондай. Аха, мен түркшесін оқығам, қазақша аудармадым. Вот сол сөз Шекспирдің сонетінен алынады. Енді Шекспир бізде қанша дегенімізбен де жаңа Европа әдебиетінің, Британия әдебиетінің өкілі, ол жаңағыдай сол уақытта, оның кезеңінде ол отарлық жүйе, отарлық жаңа пропаганда өте үлкен деңгейде орын алған, бірақ соған қарамастан оның шығармасындағы жаңағыдай отарлық кейіпкерлердің нормализация, яғни жүруі, ол жақта жаңа қара нәсіл адамдардың жүруі дейтін сияқты нормализация. Енді осы бір наратор бар ортада, жаңа отарлық наратор, Шекспирдің дүниесі. Дәл ол Шекспирдің дүниесінің сонетін алып, жаңа Абдуразақ Гурна, сол сөзді алып, Шекспирдің өзіне үн қатады. Яғни Лондонға барған, өзінің тайпасына қашып кетіп, Лондонға барып, Лондонда өмір сүріп, және сол уақытта акцентімен ағылшынша сөйлеп, өзінің есімін өзгертіп дейтін сияқты. Бұл шетте не бар да? Британия әдебиет тарихына, әдебиет дәстүріне өз дәстүрімен қарсы шығу дейтін дүние бар. Мен осыны жаңашылдық деп айтуға болады. Жаңағы Абдуразақ Гурна демекші, жаңағы қураған жүрек немесе солған жүрек, кепкен жүрек, сондай айтуға болады. Ол жалпы роман Абдуразақтың Нобель сыйлығын алуына айтарлықтай әсер еткен романдардың бірі. Ең басты шығармалардың бірі, ол шығармада Абдуразақ Гурнаның
жаңағыдай Танзаниядан жаңағы Еуропаға қалай қоныс аударғандығы, балалық шағының қалай өткендігі, және қандай артықшылықтарға ие болғандығы туралы, жалпы бір әулеттің тарихы арқылы өзінің көші-қон тәжірибесін сипаттайтын шығарма. Ал енді Пайдолланың айтуы бойынша жаңағы нараторлықтың, яғни жаңағы сосердің немесе кімнің жаңағы мен айтпақшы сосер немесе не строс чатастырып отырмын, яғни жаңа сұрақ қою, жауабы бар дүниелерге жаңа сұрақ қою әдебиеттегі жаңашылдықтың, концептуалдықтың жаңа бір ерекше бір тәсілі деп қарауға болады. Тәсіл тұрғысынан да алып қарауға болады модернизм. Хагридтің Сүлейменнің кенші деген бар ғой. Жаңағы кім Мұхтар Мағауин аударған ба? Оған дейін Ақылбай аударған, Абайдың баласы Зұлыс деп поэма ретінде. Қарап отырсақ, ол отарлаушы бола тұра, отар мемлекеттің Африкадағы Зұлыс тайпалары туралы жазады ғой. Жалпы ондай болса, біз бүгін әдебиетте отар әдебиет туралы айтып жатсақ, отар мемлекет бола тұра, отарланып жатқан елдің әдебиетін жазып, мүмкін соның өмірін жазып жатқан бір жазушылар бар ма? Ол жалпы қандай тақырып бұл? Бұл отар әдебиетке жата ма біз бүгінгі дискурсқа кетіп жатқанда? Мысалы, Хагридтікін қарап отырсақ, ол да оқып отырған кезде байқайсың, ол өзі отарлаушы еді, англиян жазушысы ғой енді, ағылшын жазушысы. Ал өзі отарлап жатқан елдің өмірі туралы жазады. Ондай болса, сондай әдебиеттің өкілдері қалай болады бұлар? Камюдің шығармасында обада жағы не бар ғой, сондай үлкен бір идея бар ғой, жағы арабты ат тастағаны үшін емес, шешесінің өлімін еске алмағаны үшін айыптайтыны. Бөгде де, мен обаның шатастыратын бөгде де бар. Соны мысал етуге болады. Немесе жағы мысалға Киплингтің мысалы қарапайым ғана Стефан Свайгты біз әдебиетте өте қатты насихаттаймыз, оның Бальзагын ерекше жоғары бағалаймыз деген сияқты, ол туралы Европа кино түсіреді. Бірақ сол Стефан Свайгтың өзінің бір шығармасында өмірінің соңғы жылдар өмірін Бразилияда ма, Мексикада ма өткізеді ғой. Сол кезде сол жердегі жай байырғы жергілікті халықтарды өз қуғында жүр. Өзі қуғыншылықта, нәсілшілдіктің кесірінен, фашизмнің кесірінен өзі қуғыншылықта жүріп, сол жерде өзі тұрып жатқан жергілікті халықтың тайпаларын сондай бір жабайы, жағы өркениетке бір өркениет несінен алып тастайтындай сондай бір сынап, жаңағыдай нәсілшілдік форматында жазатын мәтіндер бар да. Дәл сол секілді мен енді білмеймін, жағы өзі сол жердің, мысалға канадалық жазушы бар. Канадалық жазушы, мен есімін ұмытып отырмын, бізге сондай бір ұсыныс келген болатын, біз оны жартылай аудардық, кейін Тентек баспасымен бірге атын ұмытып отырмын. Жартылай канадалық, жартылай несі байырғы халықтан шыққан. Сол соңғы байырғы халықпен халықтың жаңағы несіне нағашы атасының әңгімелері арқылы отарлық жараларды жаңағыдай суреттейтін сондай авторлар бар. Канадада бар, мысалға жағы кім нелер бар еді ғой, сондай бір авторлар көп. Арал, қандай арал еді? Жайқа дейсің. Сізде басқа сұрақтарыңыз болса? Мен Файзолладан сұрайын деп отырмын. Файзолла ұзақ жылдар Түркияда оқыдыңыз ғой. Түркияда әрине төл халықтар әдебиетінің кеңістігінде Шыңғыс Айтматовты жақсы біледі. Академиялық орта енді Мағжанды жақсы біледі, әдебиетшілер, өйткені Түркістан өлеңі арқылы жақсы танылған. Бірақ қазіргі қазақ жазушыларынан, ақындарынан ешкім көрінбейді. Түркияда ма? Түркияда, академиялық ортада. Сонда енді біздің қазіргі оқырмандар мысалы Элчин Сафарлиді жақсы біледі. Көріңіз оқыған шығарсыз, Элчин Сафарли дейсіз ба? Махаббаттың 40 қағидасын өте көп оқиды қазір. Элчин Сафарли. Елif Шафак. Елif Шафак, бәсе. Сонда біздің қазақ әдебиетінің Түркияда бірде-бір жазушының ақынды білмеуінің бір себептері бар ма? Есіме түскешіңіз, Кариб теңізі ақындары. Негізі қазақ әдебиеті аударылатындай аударылып жатыр бізде. Марқұм Яков Өміроғлының Бенгу дейтін баспасы болатын, сол баспадан
бізде өте көп авторлар аударылды. Жаңағы Смағұл Елбаевтың Ақбоз үйі, тіпті Ғалым Жайлыбайдың шығармалары, иә, аха, өте көп. Тіпті соңғы шатаспасам Мақсат Мәліктің шығармасы аударылды, Әлихан Жақсылық дейтін жігіттің шығармасы аударылды, шатаспасам. Аударылып жатыр, аударылатындай ақ, әйтеуір шама шарқы жеткенше. Бірақ енді неге оқымайды десек, ол жақта оқырман білімділеу егер сайып келетін болса, олар жаңа сіз айтып отқан Элиф Шафақ, әлде Эльчин Сафарли, Пауло Коэльо дейтіндердің барлығы бір сорттың адамдары ғой. Мен ол кісілердің барлығын менімен жолықпайтын шығармын енді. Бірақ не деп айтамын, жаңағы Adidas фабрикасынан шыққан футболкалар сияқты деп ше, барлығы бір популистік әдебиет, себебі олар барлығы сүйеді, барлығы оқиды дейтін сияқты не. Яғни ондай бізде де көп дейтін сияқты. Әрине оқырмандары күшті болуы мүмкін. Мысалы, қызық дүние осы биыл Нобель сыйлығын алған Красный Каркай прям өте күшті автор мысалы ше. Неге соны қазақ авторлары білмейді? Ойбай, қазақ оқырмандары білмейді. Неге сіздер жаңа Пауло Коэльоның жаңа алхимиядан өліп талып оқимыз да, бірақ жаңа Красный Каркайдың Шайтанның биін не үшін оқымайды? Әрбірден соң ол танымал жазушы. Киносы да бар, оның орысшаға да аударылған, иә? Аха. Енді Красный Каркайды негізінде көбінесе кино режиссерлары көп таниды, өйткені оның Белатармен бірігіп Белатар түсірген фильмдері Шайтан биі, Туриндік жылқы. Иә. Енді аха, сол дүние ғой. Демек қараңызшы, қазақ оқырмандары кімді оқиды? Нобель сыйлығын алғанда кім бізге андай бір күшті автор болып көрінеді. Ал енді Түркияның ол жақтың оқырмандары жетісіп жатқан бір оқырмандары жоқ негізі сайып келген уақытта, бірақ бізбен салыстырмалы түрде олар сәл білімдірек. Олар жаңа Ханкангты Нобель сыйлығын алмай жатып аударып оқиды. Олар Красный Каркайды Нобель сыйлығын алмай жатып оқиды. Олар жаңа Анна Берноны Нобель сыйлығын алмай жатып оқиды. Дейтін сияқты дүниелер аударыла тұрады кітаптары. Және Нобель сыйлығын алып жатқан уақытта бүкіл бәлкім оқымаған авторлар кәдімгідей кітап дүкендеріне жүгіреді. Неге жүгіреді? Себебі ол кітап аударылып қойған іштей сенеді. Ал енді біз дәл осы Красный Каркай Нобель сыйлығын алды деген уақытта қайсымыз қазынаға, әлде қазақша кітап сататын дүкенге жүгірдік? Біз жүгірген жоқпыз, апай. Себебі білеміз оның аударылмағанын. Орысшасын өзі таба алмай қалды. Иә, оның аударылмағанын білеміз дейтін сияқты не? Аха. Сонда не ғой? Демек, оқырманның дүниесі, барлық дүние, әрине авторлар да өз кезегінде бір проблемный адамдар, бірақ оқырмандары да жақсы болу керек негізі. Әрине. Тағы сұрақтарыңыз болса? Менде бір сұрақ бар. Жаңа Су бар екен ғой, иә. формалық жаңашылдық емес, мазмұн дедім. Сонда қазір қазақ әдебиетінде жаңа нарративтер бар ма? Бар, жаңа айтып отыр ғой. Жаңа Сафина Ақтайды айтып отыр, Мерей Қосынды айтып отыр. Қыздар мықты деп жатырмыз ғой. Қыздар мықты, жалпы. Нарративтер қандай дегенім ғой. Мысалға, мен сіздер айтқаннан Бақытгүл Сәрмекованы ғана білемін. Мысалға, ол жерде жаңағы иткершілігі, ақындардан жеріну, тағы да басқа. Енді мен ойлап қалмаңыздар, енді несі болғаннан кейін, партнер болғаннан кейін бүйтіп не мақтап жатыр деп. Шын мәнінде де адамның еңбегіне, табандылығына байланысты оны баға береміз, дұрыс қой. Дәл солай қазақ прозасында Хайдеггерді неміс тілінде түп нұсқасында оқитын қазақ авторлар, қазақ жазушылар жоқ. Бірде бір жазушыны осыған дейін де неміс тілін біліп жазушы болған қазақ авторларын білмейміз. Соның бірі Сафина Ақтай Хайдеггердің шығармаларын қазақ тіліне аударып жүр. Бұл бір жағы біз мақтанғанда керемет. Енді бізде қазір дәстүрге айналды ғой, бес тіл білетін жаңағы адамдар мықты, полиглоттарды, ол кісіде де түрік тілінде де, жаңағы неміс тілінде де, жаңағы басқа тілдерді де біледі деген сияқты бес тілде. Бұл бір жарайды. Ал енді шығармашылығына байланысты айтайық. Жақында Бургер Кингтағы Элвис Пресли деген кітап жарық көрді, Сафина Ақтайдың. Бургер Кингтағы Элвис Пресли атының өзі ерекше тартымды, және бұл шығарма кітаптың ішіндегі 15 әңгімелер жинағынан тұрады, қысқа әңгімелерден, және де оның ішінде постсоветтік әйелдің тәжірибесі, постсоветтік адамның тәжірибесі және көші-қон тәжірибесі бар адамдардың өмірі туралы, сонымен қатар жағы қазіргі қоғамдағы, Алматыдағы мысалға
қаңтар оқиғасы туралы да мысалға әңгімелер бар, мысалға ол әйелдің көзқарасымен, әйелдің несімен өткен, көзімен өткен оқиғаларға байланысты ұстанымдар. Сол жағынан жаңағыдай шығарманы оқып көрген адамға ерекше қызық болады деп ойлаймын. Өз басым автор ретінде өзіме қатты ұнады. Екіншісі Мерей Қосында Германияға барып білім алып қайтты. Жаңағы DAT программасымен, стипендиясымен. Қазір КБТУ-да өткенде кездестіріп қалдым. КБТУ-да сабақ беріп жүр. Өзі кісігек, өте адамдар көзінен таса жүретін адам. Жаңа маркетинг жағынан мүлдем жұмыстар жасамайды. Кітап жарық көрмеген, дегенмен бубе нүктесі деген әңгімесі бар. Көптеген әңгімелері бар мысалға ол кісінің. Бірақ нараторлығы, баяндау тәсілі мүлдем ерекше. Бір автор ретінде оқысаңыздар, кәдімгідей жаңағыдай қара өлең оқып жүрген кісілер шляпа киіп ол мүлдем түсінбей қалуы мүмкін, мынау не деп деген сияқты. Шляпасын лақтырып жіберуі мүмкін деген ғой. Сондай автор Мерей Қосын. Таза жаңашыл тәсілдегі автор, концептуал тәсілдегі авторлар. Сондықтан бұл авторларды философиямен альянс құрған авторлар деп айтуға, концептуал авторлар деп айтуға толықтай қақылымыз. Әрине ол кісілер әйел деп жаңағыдай өзімізше феминист ретінде көрсеткіміз келіп, бүйтіп насихаттап отқанда емес. Шын мәнінде де еңбекпен, табандылықпен жеткен қазақ тілінде, Қазақстанда, қазақ әдебиетінде ер адамдардың арасында ондай баламасы жоқ болғаннан кейін айтып отырмыз. Негізі солай. Өйткені осы оқысаңыздар жақсы болатын еді. Осы жерде кездесу өткізіп, 2 адам келді мысалға. Сафина Ақтайдың кездесуі. Олдан білесіз ғой? Мысалы сондай. Бірақ кітаптың тұсаукесерінде жақсы жиналды дейді. Басқа сұрақтарыңыз болса? Мен бір сұрақ қоясыз. Отар әдебиетті айтып жатырмыз. Біз қазір қазақ әдебиетіне қатысты болсыншы. Мұхтар Мағауинді оқып отырсақ, Әуезовті оқып отырсақ та тілінің көркемдігіне таңғаламыз. Қазір қазақ әдебиетінің прозасында ондай тенденция жоқ, тек баяндау сипаты басымырақ екенін байқаймыз көп жағдайда. Осыдан 1-2 жыл бұрын шыққан біраз шығармаларды оқып отырсақ, сол нәрсе өте басым екен баяндау тұрғысында. Бірақ тілдің көркемдігі байқалмайды. Сонда қарап отырған кезде қазіргі қазақ прозасында тілдің көркем болуы маңызды емес. Керемет. Және бұл нәрсе отар әдебиетте отырмыз ғой бүгінгі тақырып. Біз егер расымен де отарлаушы елден бүйтіп өзіміз отарланушыдан босаймыз десек, сонда біз көркем әдебиет деп жасаймыз да, бірақ әдеби тіліміз көркем болмаса, онда біз отарланбаған болып тұрмыз ба, әлде біз басқа бір нәрсе қуып кетіп жүрміз бе? Сұрақ осы болды. Алаш қайраткерлердің жаңа жас сөзге қазақ тымағын кигізу деген сөзін айттық қой, аударма деген. Айбетпеңіз, Ахмет Байтұрсынов айтады, әдебиет ол үшін дейді. Онда қазіргі әдебиет қалай болу керек? Мағжан айтады, әдебиет ол сезім үшін. Бүгінгі дискурста қалай болады? Сіз қалай айтасыз, қалай ойлайсыздар? Бейотар деген сөзді ғылыми айналымға енгізген аудармашы ол Сафина Ақтай. Оны қазір Ғалым Жүсіпбек пайдаланып жүр, Әйгерім Құсайынқызы пайдаланып жүр. Алғаш рет бейотар сөзін. Бейотар деген сөзді деколониал. Сол сөз Мадина Толстанның деколониал деген сөзін қазақ тіліне аударып, оны ғылыми айналымға пайдаланып жүр, қазір көп пайдаланып жүр. Енді Google-ға іздесеңіздер, бейотар деген сөздің осыған дейін пайдаланбағандарын жаңа сөз. Жаңағы айта кеттім. Жаңа Сафинаның шығармашылығында да бейотар жаңағы әңгімелер жазушы деп айтуға да айтуға тура келеді. Айтуға болады деген сөз ғой. Жаңа сұраққа жауап берсеңіз. Не қойып Тіл туралы жалпы әдебиет сезімге жаған үшін бар. Сезім үшін немесе қазіргі қазақ прозасында көркемдік жоқ. Андай не жалпы көркемдік дегеніміз не? Көркемдіктің стандарттары дегеніміз не? Сұрақ туындайды да бірінші. Әуезов сияқты жазу керек па деген. Яғни көркемдік ол трансценденталды ма, әлде имманентті ме? Әлде оның белгілі бір шекпен шекарасы стандарттары бар ма дейтін сұрақ туындайды. Мысалы қарапайым дүние, бит поколение дейтін поколение бар, жаңа битниктер деп айтады Америкада. Жаңа олардың Аллен Гинзбург болсын, әлде жаңа прозада Керуак болсын, жаңа Берауыздың шығармалары болсын, оларда бір бізбен сіз іздейтін көркемдік жоқ шығармаларында, әлде жаңа кімнің The Westland, жаңа Эллиоттың поэмасында сізбен біз іздейтін көркемдік жоқ ол жақта. Бірақ ол шығарма, ол сол уақыттағы өнердің туындысы.
Енді сұрақ туындайды, сонда олар көркемсіз шығарма, тілдері өте сұрықсыз, өте кем дүние болатын болса, ол қалайша әлемдік деңгейдегі шығармалар болады деп. Әлде мысалы неге Мұхтар Мағауиннің шығармалары өте тілі шұрайлы, өте көркем, бірақ пәленбай жыл бойы Америкада тұрып, неге Европа әлде Америка қоғамында оқырман таба алмады? Неге олар жаңағы кімдер секілді, жаңағы Орхан Памук секілді, әлде Нобель сыйлығын алмай тұрған уақытта Хан Канг секілді, әлде жаңағы Кадзуо Исагура секілді неге оқырман таба алмады? Потенциал болмады емес, болды ғой дейтін сұрақ туындайды. Демек, мәселе оның тілдік көркемдігінде емес. Бірақ айтып отқан дүниеңіз рас. Қазіргі тірі 30-дың ар жақ бер жағындағы авторлардың, яғни жазушылардың тілінің сәл кемшін екендігі рас. Оны мен надан байқаймын. Кейде сол авторлардың өзімен ішінара араласып сөйлесіп жүрмін ғой жаңағы. Ауызекі сөйлеген уақытта олар өте көп для связки слов сөз қосады. Болмаса то есть деп. Яғни олар күнделікті өмірде дұрыс сөйлем құрай алмайды. Ал енді күнделікті өмірде дұрыс сөйлем құрай алмайтын адам парақтың бетінде дұрыс сөйлем құрай алады дейтінге мен өте күмәнмен қараймын. Демек, олар жай ғана ауызекі тілінде дұрыс бір сөйлем құрап сөйлейтін болса, ол әрине шығармада бір жақсы дүние тудыруы мүмкін. Бірақ енді олардың күнделікті ауызекі тіліндегі сөздердің өзі анандай болатын болса, расында шығармадағы тіл әлсіз болатын ақиқат. Ал енді келесі дүние ол жаңа Әуезовтің көркемдігінде болу керек пе, міндетті ме дейтін сұрақ туындайды. Асқар Сүлейменовтің деңгейінде міндетті ме десек, міндетті емес. Себебі жаңа Аллен Гинзбургтың поэмасы бар еді, айқай ме? Шу бола ма? Шу болады ғой? Жоқ, өкіру ма? Сонда соны оқысаңыздар, сонда өкіру, айқай, шу дейтін сияқты. Вот Холм шатаспасам, английский. Соны мысалы интернетте ашып оқитын болсаңыздар, ішінде көркемдіктен к әрпінің өзі жоқ. Порнографиялық. Өте бөлек бір интимді дүниелер бар ішінде, бірақ ол расында өзіне тән бір көркемдікті тәмсіл етеді. Бірақ ол жерде ешқандай біз Әуезовтің бір тілінің шұрайлығын, әлде жаңағы шашылып түркен тіркестер секілді Асқар Сүлейменовтің дүниесін көре алмаймыз. Бірақ ол дүниенің өздеріне тән, өздерінің динамикасына тән бір шындығы, бір көркемдігі бар. Енді сұрақ туындайды ортада. Сонда көркемдік, мынау Аллен Гинзбургтың көркемдігі дұрыс па біздің қоғам үшін, әлде Әуезовтің ескі көркемдігі дұрыс па дейтін сұрақ туындайды да. Дәл осы жерде мен керемет мысал көріп тұрмын. Мысалы Шаттық Батан ағамыз суретші. Мен Шаттық ағаның шеберханасында өте көп болғам. Ол кісінің импрессионистік бағытта салған суреттері бар. Одан кейінгі суреттері жаңағы абстрактілі, концептуалды бағытқа өткен. Енді дәл солай суретшілер үшін нақты көзбен көріп қолмен ұстауға болатын түсінік бар да, мысалға Жан-Мишель Баския, сол секілді Пикассо өздеріңіз бағыттарыңыз білетін, Ван Гог мысалға. Бұл Леонардо да Винчимен салыстырған кезде, немесе Микеланджело Бунаротимен салыстыратын болса, Рафаэл Сантимен, Ренессанс кезеңмен Баскияны қатар қоя аламыз ба? Бірақ қайсының суреті қымбат? Импрессионистердің мысалға қарапайым ғана жаңағы күн шығар салдың алдындағы сәт деген бәрі келіп күліп, бәрі келіп күліп мазақтап кеткен импрессионистер алғаш рет шыққан кезде. Тіпті Сезанның жаңағы картинасындағы алманы кесіп тастаған қайшымен. Сондай моменттер болған деген секілді. Ол көркемдік талаптарға қосылған жаңағы нарративтер, бұрынғы қалыптасқан дәстүрлі көзқарастар, ұстанымдар. Мысалға ол туралы Фуко өте керемет түсіндіреді. Кезінде, Ренессанс кезінде шизофрениямен ауыратын адамдар үшін аурухана жаңағы несінде мәселесіне байланысты. Кезінде шизофрениямен ауыратын адамдар үшін Ренессанс кезеңінде өте қалыпты адамдар болып есептелген. Кейін оларды ауруханаға жатқыза бастады деген сияқты. Әзір мысалға ерінді ісіру, мысалға көзді бояу бір түрлі нелер, тәсілдер өте ол сұлулық стандарты. Бірақ сіз Ренессанс кезеңдегі сұлулық стандартымен екеуін байланыстыратын болсаңыздар, сіздер үлкен шатасуыңыз мүмкін. Қазір Шыңғыс хан заманындағы сұлулық жаңағы стандарттары мен жаңағы қазір замандағы сұлулық стандарттары мүлдем сай емес. Өйткені Шыңғыс хан беті жалпақ қыздар жақсы көрген. Мысалы дұрыс қой, мысалға, сондықтан бұл көркемдік деген нәрсе сол. Европа үшін ол Пикассоның суреті немесе Баскияның суреті өте көркем эстетикалық стандарттарға сай суреттер болуы мүмкін, немесе концептуалды ойлауы мүмкін. Ал қазіргі неде жаңағы көркемдік талаптарын Мағауин сияқты жазып деген сөз, неге бізде Леонардо да Винчи сияқты сурет салмайсың деп айыптаған секілді нәрсе да. Ол кісілердің заманында солай жазу
Микеланджело сияқты мүсін салу ол мүмкін емес. Мысалы қазірдің өзінде техникалар жасай алатын шығар, мысалы кішігірім андай деңгейде жасау ол өте қиын. Сол сияқты оларды менің ойымша олармен жарысып қажет емес. Олар қайталанбайтын құдайға айналған адамдар ғой, өнердегі құдайға айналған. Мысалы өзім құдай болғым келген деген сияқты сондай бір сөздер бар. Солай деп есептеймін. Яғни бұл адамның ойлау санасымен сол стандарттарға байланысты. Басқа сұрақтарыңыз бар? Оны кеше ана Ласло Краснохаркайдың несінде жүр ғой, несінде, Нобелевская вечті. Микеланджелоның кезіндегі періштелер мен қазіргі кездегі періштелердің ортасы жермен көктей ғой деген. Иә. Періштелердің өзінің ана жерде қанаты бар, мына жақта қанатсыз деген дүние бар. Иә. Дұрыс. Басқа сұрақтарыңыз болса? Мен жаңа сіздің бір пікіріңізбен келіспей қалдым. Сіз айттыңыз ғой, кеңестік әдебиетте психологизм болған жоқ. Жоқ, ол мәселе ол емес. Мен жалпы теориялық тұрғыдан айтқаным. Бұл жерде цензура соған бағыттады да, бізде енді әйтпесе біз Оралханның шығармаларын, Әуезовтің шығармаларын, олардың барлығын біз тақырға отырғызып жатқан жоқпыз. Өте керемет. Ол жерде белгілі бір кейіпкерді кез келген шығарманы алып қараңыз. Қазіргі мысалға жаңа Мерей Қосымен мысалға Оралхан Бөкейді салыстыра алмаймыз ғой. Екеуі мүлдем екі түрлі бағытта. Мысалға Оралхан Бөкей кәдімгі өзінің шұрайлы тілімен жайлауда жатып бір қазақтың даласының кеңістігін баяндап жатады. Бірақ ол жерде белгілі бір кейіпкер болады, не автор өзі болады, не белгілі бір кейіпкер, және ол белгілі бір мақсатта қызмет етіп жатады. Сол сияқты дүние бар. Ал енді кімнің Мерей Қосының Little Miss-ін алыңыз. Ол жерде не істейді? Бір шетелге ауып кеткен кішкентай қыз, оның қай ұлтты екені, кімдік екені белгісіз біреу асырап алған. Ол қыз жатып алады да, жай ғана дөңгелектеп шеңбер сыза береді. Сонда бұл киіз үй шығар деген сияқты бір адамда ой қалады. Бұл қалай сонда? Бұл енді автор ашып айтпайды. Осы жерден бір дүниені арасындағы мүлдем, егер дәл Мерей Қосының шығармасын біз 20-шы ғасырға апаратын болсақ, оны біз мына шығарма түкке тұрғысыз деп кәдімгі ағаш атқа теріс мінгізіп қайтарып жіберуіміз мүмкін еді. Ал енді дәл қазір мысалға неге олардың шығармалары толық айтылмайды, толық бағаланбайды? Неге? Өйткені қазіргі біздің әдебиетте өзі белгілі бір орта, ол бұрынғы дәстүрлі әдебиетпен келе жатыр. Бағанағы біз көркем тілде жазуымыз керек деген сияқты. Мен енді бұл жерде олардікі нашар, мынау жақ жақсы деп отырған жоқпын. Жай өзі пікірімді айтып отырмын. Ал енді Мерей Қосының жаңағы тілге байланысты айтқан кезде шығармалары, мысалға мен олардың шығармаларын оқыған кезде қандай екі түрлі нәрсемен қараймын. Мысалға біз енді қазіргі әдебиет болғаннан кейін бәрін оқимыз. Бұл жерде енді тілдік жағынан келген кезде маған Оралханды оқыған әлдеқайда жеңіл, әлдеқайда қабылдау оңай болады. Ал Мерей Қосының енді ол шетелге аударылған кезде қалай болады екен деген сияқты салыстырмамен қарайтын болсақ, оның әр сөйлемінде ол деген сөздер кездесіп отырады. Бұл кәдімгі оқуға мүдіріп қаласың, қиындық туғызады. Ал енді олдың формасы ағылшын тіліне аударылған кезде түрлі келеді ғой. Мүмкін ол дәл сол өзінің қазіргі ізденіс бағытында өзінің шығармаларына ол әсер етіп жатқандығынан болуы мүмкін. Сондықтан ол ізденіс үстінде біз ол қазір әдебиетте толық бағасын алған да жоқ. Ол болашақта қандай деңгейде болады, ол дәл Мағауиндар мен Әуезовтердің қатарына қосыла ала ма, жоқ әлде мүлдем атаусыз қала ма, ол да болашақтың еншісінде. Тек бұл қазіргі авторлардың ізденісі, ал оларға баға беретін қазіргі қатарда жүрген оқырмандар ғой. Ол сондықтан барлығы өзі бір айналасы бірнеше уақытта өзі ашылып көрінеді деп есептеймін. Осыды сәтті пайдалана отырып, мынандай бір Норинага деген жапондық философтың, филологтың сондай бір пікірмен аяқтағым келіп отыр. Норинага өзі бір кожики деген Жапониядағы өлеңдер сондай топтамасы бар, жаңашыл өлеңдер топтамасы. Оған дейінгі Манешу деген өлеңдер жинағы бар, жаңағы Манешу және кожики дейді. Манешу тым кішкене ескілеу, дәстүрлі поэзия, классикалық жапон поэзиясы. Оның ішінде канчи әдебиеті бар, ол жаңа қытайша өлең жазатын жапон ақындары.
Енді сол Норинага өзінің Кожикиге жүрегі берілгені үшін соны жаңағы өте қатты жақсы көреді. Сонда жаңағы өзінің Манчжу дәстүріне, дәстүрлі өлең жазу формасына берілген ұстазы бұны қатты айыптайды. Оны қатты сол Манчжу тәсіліне жаңағыдай мән беруін, сол тәсілге құлай берілуін талап етеді. Сол кезде кімнің Норинаганың айтқан бір керемет сөзі бар. Сол айтады, әрине дейді, сіз дейді, сіз ақ кимононы өте қатты жақсы көруіңіз мүмкін дейді. Сіз ақ кимононы пәктіктің, сұлулықтың, бір сезімнің, тазалықтың белгісі ретінде қарауыңыз мүмкін. Мен сіздің ақ кимоноңыздың әдемі екеніне, оның сұлу екеніне, оның сондай бір мінсіз екеніне менің еш күмәнім жоқ дейді. Бірақ мынау Жапон әдебиетін, Жапон әлемінде, мынау керемет Жапон әлемінде ақ кимонодан да басқа түрлі түсті кимонолар бар ғой. Мен сол кимоноларды, қызыл кимононы, қара кимононы, күлгін кимононы, басқа да кимононы жақсы көруіме, оны сүюіме менің қақым бар шығар деп, сондай бір әдемі өзінің ойын ұстазына жеткізеді. Сол секілді қара өлең жазып жүрген авторларға да айтамын. Сіздің қара өлеңіңізді біз жаман, нашар деп айтпаймыз, сүйеміз. Қара өлең формасында жазған әндерді, халық әндерін де жақсы көреміз, Абайды сүйеміз деген сияқты жақсы көреміз. Оларды нашар, іске алғысыз, жаман деп айтпаймыз. Әрине пропагандалық шығармалардан басқасын, жаңағы Ленин деген сияқты жаңағыдай. Бірақ ақ өлеңнің де өмір сүруге, ол өзі қазақ әдебиетіндегі 95% қара өлең десек, соның 5%-ына жете ма, жетпей ма білмейміз жаңашыл авторлар. Солардың да бір өмір сүріп, жаңа басқа кимонолар секілді әдемі болуына қақысы бар шығар деп аяқтағым келеді. Рахмет.